кеш сайын қызымның аяғына сасық балшық жағып, үстін сеуіп, бірден ұйықтап қалғандай кейіп танытамын. Әр кеш сайын ол түнгі сағат 2-де оянып, бір шашымды жұлып алып, есікке қарай жүгіреді. Мен оның жерде қалдырған ізімен жүремін. Бірақ мен оның не істеп жатқанын енді ғана түсініп жатқанымда, жүк көлігі жол жиегінде қағып кете жаздаған кішкентай қызды байқадым. Сол секундта мен оның жанына жүгіріп барып, оны құтқарып қалдым. Бірақ оның орнына мені көлік қағып кетті. Мен өмірге әрең жабысып, 30 фут ұшып кеттім. Жүрегім соғуын тоқтатқалы тұрған сәтте, басымнан мұздай салқын механикалық дауыс естіледі. Ауыр жүкті байлау жүйесі іске қосылды. Ойыншы Нейтанның шотына $10 миллиард аударылды. Алтын көз дағдысының құлпы ашылды. Барлық нәрсенің шын мәнін көріп, адамдардың жүрегінен оқи білу. Ұлы шебер Кун Лунның шеберлігі ашылды. Жүз қарсыласпен күресу қабілеті. Мен көзімді ашып, денемнің бұрын соңды сезінбеген үшке толы екенін сеземін. Мен тіпті 3 миль қашықтықтан майбақтың маған қарай жылдамдықпен келе жатқанын көріп, естимін. 2 минуттан аз уақыт өткен соң, менің алдымда қара майбақ тоқтайды. Оның ішінен қара шұлық киген ұзын, жіңішке аяқтары шығады. Әйел көпшіліктің арасынан обсессивті адам сияқты өтіп бара жатыр. Кәмпит, сен қайдасың? Мен жаңа ғана құтқарған кішкентай қыз көзіне жас алды. Әйел оның қасына жүгіріп келіп, оны құшақтап алады. Кендидің бірнеше тырнақтары бар екеніне көз жеткізгеннен кейін, ол маған терең ризашылықпен қарайды. Сэр, Кендиді құтқарғаныңыз үшін рахмет. Мен Шен корпорациясының сиренасымын. Мен саған қалай көмектесе аламын? Менің отбасым, бізде бар нәрсені, не қажет болса да береді. Натан алдындағы әйелге қарайды. Ол туралы ақпарат оның көз алдында жыпылықтайды. Жасы 25-те. Мәртебесі бас директор Шен Групп. Оның байлығы 800 миллиардтан асады. Бүгінгі күнге дейін бұл Натан үшін осы қаладағы өмірін өзгертудің ең жақсы мүмкіндігі болар еді. Шен отбасына жабысып, үлкен сыйақы талап ету. Қазірдің өзінде 10 миллиардпен Натан Шеннің байлығына жақындай алмады. Бірақ Натан оған үнсіз қарап, жоқ, содан кейін жаңбырлы түнде жоғалып кетеді. Сирена оның сұлбасының қараңғыда еріп, көмекшісіне қарай бұрылғанын көреді. Оны тауып ал. Мен ол туралы барлық ақпаратты 3 минуттан кейін алғым келеді. Ол бізді құтқарды. Мен оның жай ғана жоғалып кетуіне жол бермеймін. Үйге келгенде Натан қабырғадағы екі бетке қарайды. Оның алтын көзі жатты қалпына келтіру тұру функциясын іске қосады. Ол ата-анасының өлімінің артында өгей шешесі Джей тұрғанын және оның құрбысы Мона әр түнде бай жігітпен жасырын кездесіп жүргенін тез біледі. Жарайды. Ол Джейдің өгей шешесінен бастайды. Содан кейін Монамен айналысады. Ол Монамен оның бай жігітінің тіпті тамақ жеткізуші болып, жұмысқа тұра алмайтынына көз жеткізеді. Олар көшеде қайыр сұрайды. Келесі күні таңертең Натан отбасының сарайына келеді. Ол табалдырықты аттаған бойда басты залдан гүрілдеген дыбыстар мен сынған ыдыс аяқтардың шырылдауы, сондай-ақ Джейдің истерикалық айқайлары естіледі. Бәрін сындыруды доғар. Мен оны тез арада шешемін. Мен жақын арада Натанның мұрагерін тапсыру туралы келісімге қол қоюға мәжбүр етемін. Сонда бұл зәулім үй менікі болады. Менде саған төлеуге ақшам болады. Шапалақ оның өтінішін тоқтатады. Натан есікті итеріп жібереді. Қонақ бөлмеде әбігер болды. Бұрын менмен болған Джей қазір тізерлеп отыр. Шашы шашыраңқы, бетінде ашық қызыл алақан ізі бар. Бөлменің ортасында Блейд тұр. Ол Ривер Ситидің жалғыз патшасы. Оның артында қолында темір құбырлары бар 4 бұзақы бар. Натан осы жердің қожайыны сияқты ішке кіріп, басқа ешкім жоқ сияқты бөлменің дәл ортасына қарай бет алды. Блейд Натанның оны елемейтінін көргенде, ол айқайлап, оның бетінен ұру үшін қолын бұлғайды. Олай болса, бұл пайдасыз жас қожайын дегенді білдіреді. Натан кенет басын бұрып, Блейдке бір көзқараспен қарайды. Натанның басында пышақ туралы деректер пайда болады. Блейдтің мақсаты жауынгерлік күш 65. Адам деңгейінің шыңы әлсіздік. Жұмбақ аурудан өте ырымшыл түрде зардап шегеді. Әр түн ортасында кеуде қуысының қатты ауруы. Натан қозғалмайды. Ол тек ақырын ғана айтады. Егер сенің қолың менің бетіме тиіп кетсе, сен оны ендігің кеудеңдегі ауырсыну, ол әр түнде түн ортасында пайда болмай ма? Пышақтың қолы ауада қатып қалады. Бұл сырды оның адамдары да білмейді. Бұл жігіт қайдан білсін? Натан ештеңе айтпайды. Ол тікелей төңкерілген антикварлық сөреге барып, анасы тастап кеткен күлгін сандал ағашының қорабын іздейді. Джей Блейдтің екіленіп тұрғанын көргенде, ол орнынан атып тұрып, Блейд, ол мұраға бірінші кезекте тұр деп айқайлайды. Оны бас тартуға қол қоюға мәжбүр етіңіз. Сонда бұл үйсіздігі болады. Блейдтің көзі жыпылықтайды. 10 миллиондаған қарыздың алдында кішкене қорқыныш бар. Ештеңе жоқ. Оның беті қатып қалады. Балалар, мына баланы ұстаңдар. Егер ол бүгін қол қоймаса, біз оның саусағын кесіп тастаймыз. 4 бұзақы Натанға болат құбырларын жоғары көтеріп асығады. Натан оларға арқасымен тұрып, күрсініп, ал сен мені неге қатал әрекет етуге мәжбүрлейсің? Аяқтауға үлгермей жатып, ол бұрылып, бір бүйірінен соққы береді. Бабах, бас қаскөй жүк көлігі қағып кеткендей 15 фут қашықтыққа ұшып, қабырғаға соғылып, құлап өлді. Өлі тыныштық. Қалған үшеуі айқайлап тоқтап, жұтып қояды. Натан аяғын төмен түсіріп, анасы кофе үстелінің жанында қалдырған сандал ағашынан жасалған қорапты тауып алады. Ол шаңды сілкіп, аң-таң болған нефритке бұрылады. Джейд, сен әрқашан осы үй мен отбасылық бизнесті қалайтынсың. Солай емес пе? Жақсы, мен оны саған беремін. Джейд қатып қалады. Натан Блейдке бұрылып, ернінің бұрыштарында күлкі ойнап тұр. Ол қара банк картасын алып шығады. Сізде картаны оқу құрылғысы бар ма? Иә, бар. Сомасы 58 миллион. Натан картаны тартып алады. Барлығына асығыңыз. Джейдтің көздері қуаныштан жыпылықтайды. Бұл ақымақ ол үшін қарызын шынымен төлеп жатыр. Ол толқудан дірілдей бастайды. Натан, сен кереметсің. Сен менің қарызымды өтегендіктен бізде бәрі жақсы. Енді кет. Бұл үй қазір менікі. Бірақ келесі секундта Натанның сөздері оны тікелей тозаққа апарады. Мен сенің қарызыңды төлеп жатырмын деп кім айтты? Ол Джейдке қарап, оның көзінде күлкі билейді. Бұл ақша қарызды өтеуге жұмсалды. Бұдан былай сен маған әрбір тиыннан қарызсың. Джейдтің күлкісі қатып қалады. Блейдке бәрі бірден түсінікті болады. Және оның бет қыш сияқты қарайды. Ханым, сіздің жаңа жыртқышыңыз, жас Натан мырза. О, сэр, мен сізге көмектесе алатын бірдеңе бар ма? Пайыздарды өндіріп алуға көмектесуімді қалайсыз ба? Блейд қазір Натанмен қарым-қатынас орнатудың уақыты келді деп шешті. Натан сандал ағашынан жасалған қорапты қолына алып, есікке келеді де, тоқтап, Джейдке артына қарайды. Сенің екі жолың бар. Бірінші, дәл қазір мына сарайдан кет. Ештеңесіз кет. Тіпті киіміңді де өзіңмен бірге ала алмайсың. Екіншісі, 3 күннің ішінде маған ақшаны толық қайтарып бер. 1 секундқа кешігіп қалсаң, мен полиция шақырамын. Мен сені алаяқтық жасады. Ақша жымқырды деп айыптаймын. Ол пышаққа қарай бұрылады. Ал егер сен Джейдтің шарттарды орындағанына көз жеткізбесең, мен сені шабуыл жасады деп айыптаймын. Есік алдындағы бақылау камералары бәрін түсіріп алды. Бұл айыптаулар түрмеде шіріп кетуің үшін жеткілікті. Осы сөздермен Натан
Нейтан сарайдан шығып кетеді. Оның артында Джейдтің жүрегін ауыртатын айқайы мен Блейд командасының айналадағының бәрін қайтадан қиратып жатқан дыбыстары естіледі. Мұны естіген Натан күн сәулесінде тоқтап, қанағаттанудан басқа ештеңе сезбейді. Бірақ келесі секундта жүйе жаңа тапсырма береді. 2 сағат ішінде 100 миллион жұмсаңыз, сәтсіздікке ұшыраған жағдайда сіздің денеңіздің функцияларының бірі бір жолы бұзылады. Мысалы, сіз тыныс алуыңызды небәрі 3 секунд ұстай аласыз. Мәңгі. Натан пенальтиге қарап, аузының бұрышы дірілдеп тұр. Жүйе қандай да бір түрде аяусыз. Бірақ ақша жұмсау әлемдегі ең оңай тапсырма. Натан таксиді тоқтатып, тікелей Riva City Up-тың ең жоғары деңгейлі сауда орталығына барады. Натан таксиден түсе салысымен, оның дәл алдында гүрілдеген дауыспен қызыл Феррари тоқтап, терезе төмен түсіп, рөлде оның бұрынғы құрбысы Мона тұр. Ол күннен қорғайтын көзілдірігін шешіп алды. Оның көзіне менсінбеушілік шашылып жатыр. Құдай, ау, бұл Натан болуы мүмкін бе? Мен сені қуып жібергеніңді естідім. Сен тамаға келе бастадың. Сен мұндай жерде не істеп жүрсің? Мұнда қайыршыларды кіргізбейді. Отбасы ыдырап кеткенде, Мона Нейтанды жарық жылдамдығымен лақтырып жіберіп, өзін байбаланың құшағына лақтырды. Нейтан оған қарап, ашуланудың орнына жымиды. Керемет. Оның ақша жұмсау миссиясы үшін аудитория қажет. Дұрыс, мен қайыр сұрауға келдім. Нейтан манжеттерін түзетіп, құлағынан құлағына дейін жымиды. Бірақ мен бүгін тамақ сұрамаймын. Мен мұнда бүкіл сауда орталығы үшін келдім. Осы кезде көліктің есігі ашылып, Мона Версаченің ашық түсті жейдесін киген адамның қолына шығады. Ер адам күлімсіреп, кішкентай моншақ көздерімен Нейтанды басынан аяғына дейін қарап тұр. Балам, бұл сенің жеткізушің. Сүйкімді, бірақ қандай жеңілген. Мұндағы кондиционер өте қымбатқа түседі. Жеткізу 10 минутқа созылуы мүмкін бе? Мона ер адамның қолына ілініп, тоқтаусыз күледі. Нейтан, сені таныстыруға рұқсат ет. Бұл менің жігітім Дерек. Оның отбасы құрылыс материалдарымен айналысады. Олардың байлығы жүздеген миллионға жетеді. Ол жүздеген миллионға баса назар аударады. Және Нейтанға жайбарақат қарап, оның жүзінен ұят, ашу немесе қорлық көретінін анық күтеді. Бірақ оның көңілі қалды. Нейтан бос жерге қарап тұрғандай, жайбарақат, бос көзқараспен тұр. Артқа шегін. Нейтан эмоциясыз алға қадам басады. Тағдырды бастан өткерме. Дерек еленбегеніне ашуланды. Ол бір қадам алға басып, Нейтанның жолын бөгеп, оны иығынан итеруге тырысады. Деректің қолы Нейтанға тиіп кете жаздаған сәтте, оның қарашықтарының тереңінде алтын ұшқын пайда болады. Дерек туралы ақпарат пайда болады. Нысана Дерек. Мәртебесі сенім қорының байбаласы. Ештеңе туралы көп нәрсе айтпаңыз. Қазіргі құрал жабдықтар. Көйлек Версачеден. Шынайы. Ричард Мил РМ 11 сағаты. Жалған. Арзан отандық қозғалыспен. Гуччи белбеуі. Шынайы. Қаржылық жағдайы. Несие карталары таусылды. Пайыздарды капиталдандыру белсендірілді. Мен Монаны таң қалдыру үшін Феррари көлігін бір күнге жалға алдым. Жалдау ақысы әлі төленбеген. Натан оқуды аяқтап, оның күлкісі бұзық болып кетті. Ол керекке еңкейіп, дауысын төмендетіп жіберді. Оны өтіп бара жатқан бірнеше адам ести алатындай қатты. Қандай ұят. Нағыз Ричард Милдің денесінде көміртекті талшықтың кездейсоқ үлгісі бар. Сіздің сағатыңыз тым ұқыпты көрінеді. Солай емес пе? Және қазіргі уақытта ауысу күнін лезде көрсету мүмкіндігі бар. Қазір 1 сағат 59 минут. Күтсеңіз және сіздікі 2 сағатқа ауыса алатынын көрсеңіз қалай болады? Дарктың бет әлпеті әп-сәтте өзгереді. Бұл сағат шынымен де оның Мона сияқты алтын іздеушілерді алдау үшін арнайы сатып алған $3000 көшірмесі. Бірақ ол жеткізуші баланың оны тікелей көре алатынын елестете алмады. Сен оларға толып кеттің. Бұл нағыз сағат. Олар туралы не білесің? Дерек инстинктивті түрде білегін жауып үреді. Бірақ ешқандай сенімділік танытпайды. Балақай, мына жынды адамға мән берме. Кеттік. Мен саған берместен сөмке сатып аламын. Ол абдырап қалған Монаны ұстап алып, қашып кетуге тырысып, сауда орталығына қарай жүгіреді. Бұл әдемі. Мен де бірдеңе сатып алуым керек. Бірге барайық. Нейтан олардың соңынан асықпай келе жатыр. Бұл ап. Егер сенің қолыңнан келсе, мына жерден 1-2 жылға ал. Мен оларды сол жерде жеймін. Натан айналмалы есікті итеріп, кондиционері бар салқын, үлкен залға кіреді. Ап бірінші қабатында әлемдегі ең эксклюзивті сәнді брендтер орналасқан. Ауа қымбат, парфюмерияның иісінен алынған. Қош келдіңіз, қош келдіңіз. Патектің кіреберісінде қарсы алған Филиппа тағзым етеді. Бірақ Дерек пен Монаның өкшесімен келе жатқанын көргенде, оның көздері жарқырап, күлкісі одан сайын кеңейе түседі. Сер ханым, қош келдіңіз. Жаңа болған оқиғадан кейін бет әлпетін сақтау үшін Дерек әдейі дауысын көтереді. Қолыңдағы ең қымбат сағатты ал. Мен қызыма да соны таңдағым келеді. Ол Нейтанға жайбарақат қарайды. Енді не? Курьер бала тегін кондиционерді пайдалану үшін тоқтады. Сақ болыңыз және шыны витриналарға қол тигізбеңіз. Олар сені сатады. Бірақ бәрібір оның орнын толтырмайды. Ішіндегі бірнеше сатушы кеңесшілер Деректі тез қоршап алады. Ал Натан жалғыз қалады. Оның қасына бір ғана адам келеді. Мектепті жаңа ғана бітірген жас қыз стажер белгісімен. Ол екіленіп келіп, оған бір стакан су береді. Мырза, сәлеметсіз бе? Мен саған бірдеңе көмектесе аламын ба? Егер сіз жай ғана парақтап жатсаңыз, бұл қалыпты жағдай. Оның көздері таза және мейірімді. Ол Натанның киіміне менсінбейді. Мен ештеңе көрмеймін. Натан бір жұтым ішіп алып, жайбарақат. Сен мұны естідің бе? Ол маған тіпті қарамайды. Мен саған оның кондиционерді қосу үшін ғана келгенін айттым ғой. Ал күзетшілер қайда? Олар мұнда кез келген адамды қалай кіргізе алады? Мона мұны естіген бойда күледі. Бізге үлкен сатушы әйел келеді. Оның үні шиеленісті. Мырза, егер сіз ештеңе сатып алмасаңыз, біздің уақытымызды босқа өткізбеңіз. Ол жақта отыратын орын бар. Натан сатушы әйелді мүлдем елемейді. Оның орнына ол жас интернге қарап, күлімсіреп, дүкеннің ортасындағы аспанды нұсқайды. Содан кейін саусағын қасындағы Наутилус үлгілерінің бүкіл қатарын көрсетеді. Бұл аспан денесі және барлық шу. Мен олардың барлығын алып кетемін. Тыныш бол. Өлі тыныштық бүкіл дүкенді толтырады. Балақай, сен мұны естідің бе? Ол олардың барлығын қалайтынын айтты. Бұл жалпы саны 20 миллионға жуық. Бұл жігіт тамақ таратып жатқанда әбден есінен танып қалды. Дерек жабайы күлкіге бөленді. Мырза, өтінемін, олай қалжыңдамаңыз. Бұл барахолка емес, Пак Филипптің дүкені. Егер сен бос сөз айта берсең, мен күзетшілерді шақырамын. Аға сатушының жүзі әп сәтте мұңайып кетеді. Ол Нейтанның қандай да бір алаяқтық жасағанына сенімді. Сер, сал естил. 6102 пи. Құны 2,8 миллион тұрады. Және оны сатып алу үшін VIP күту тізімінің рұқсаты қажет. Тіпті тағылымдамадан өтушіде мақұлдау туралы айтқан кезде дірілдейді. Нейтан арзан джинсы шалбарының қалтасына қолын созып, қара картасын суырып алып, оны анық шерту арқылы шыны сөреге қояды. Оны тесіңіз, пин коды 68. Егер ол өтпесе, мен сол сөрені түгел жеп қоямын. Нейтан ақырын сөйлейді. Бірақ оның даусынан ешкім қарсы тұра алмайтын үстемдік естіледі. Интерн дірілдеген қолдармен картаны алып, қолдау іздеп дүкен менеджеріне қарайды. Ол көп нәрсені көрген және осы уақыт бойы Нейтанды бақылаған орта жастағы ер адам. Сол қара
картаны көрген сәтте, оның қарашықтары түйреуіш басының өлшеміне дейін кішірейеді. Бұл аты аңызға айналған Байфу қара алтын картасы. Жоқ, күте тұрыңыз. Бұл материал қара алтыннан да жоғары сапалы. Бұл карта жоғары айдаһар. Дүние жүзінде олардың тек оны ғана бар. Тезірек тесіңіз. Жоқ, күте тұрыңыз. Маған терминал әкеліңіз. Мен өзім тесемін. Кейіп таныта бер. Ол барлығын алдау үшін шаштараздағы тұрақты клиенттің картасын пайдаланады. Бұдан не шығатынын көрейік. Дерек әлі күліп тұр. Транзакция мақұлданды. Терминал чек беріп жатыр. Сол кезде оның дыбысы жоғарыдан келген сөйлемге ұқсайды. Дүкен менеджері чектегі бас айналдыратын нөлдердің ұзын сонар кезегіне қарап, тізе бүгіп қала жаздады. Құрметті мырза, 28,5 миллион транзакция жасалды. Біз оларды қазір сізге жинаймыз. Сіздің үйіңізге жеткізіңіз немесе жоқ. Дүкен менеджері екі қолымен қара картаны ұстап, тік бұрышта иіліп, кішіпейілділік танытады. Нейтан абайсызда білегіне 2,8 миллион Celestial сағатын тағып, оны сілкіп тастайды. Қалғандары жай ғана жинап ал. Мен оны өзіммен бірге алып кеткім келеді. Қағаз пакеттер. Дүкен менеджері шошып кетті. Ондаған миллион долларлық сағат. Сөмкелерде. Дерек пен Мона мүлде есінен танып қалды. Бұл қалай мүмкін? Отбасы банкротқа ұшыраған жоқ па? Оны қуып жіберген жоқ па? Ол картаны сырғытып жібергенде көзінде жыпылықтатпады. Деректің бетінен ұрған сияқты. Ол жанып, ауырып пульсацияланады. Ол бар болғаны 1,5 миллионға жалған сағатпен мақтанған. Ал Нейтон бұрылып, 20 миллионды азық-түлік ретінде жинап, қазіргі уақытқа жұмсады. Монаның иегі салбырап кетті. Ол Нейтонның білегіндегі таң қалдыратын сағатқа қарап тұр. Өкініш оны тірідей жеп жатыр. Жоқ, Нейтон. Монаның дауысы дірілдеп тұр. Ол флирт күлімсіреуді бейнелеуге тырысады. Деректің қолын төмен түсіріп, Нейтонға қарай бет алады. Сен мені осы уақыт бойы осылай сынап жүрдің. Мен сені ешқашан ұмытқан емеспін. Дерек менің артымнан келе жатты. Мен оны ешқашан сүйген емеспін. Кет. Нейтан оған бір ғана сөз айтып қарап тұрған жоқ. Сонда бір иегі шылып, жейміз деп кім айтты? Ол ағарған Дерекке бұрылады. Дерек артқа шегініп, үстелге соғылады. Саған не керек, әкем? Мен сенің әкеңе мән бермеймін. Нейтан бұрылып, шығып, оған менсінбей қарап тұрған үлкен сатушының жанынан өтіп бара жатыр. Ол тоқтайды. Иә, сер, осы сатылым үшін оған толық комиссия төлеңіз. Нейтан интернге нұсқайды. Саған келсек, келесі жолы келгенде сені көргім келмейді. Түсіндің бе? Мен оны қазір жұмыстан шығарамын. Сен тезірек барып, сол джентльменге алғыс айт. Сіздің бүгінгі жалақыңыз Ривер Ситиден пәтер сатып алуға жетеді. Патек Филиппейден шыққан Нейтан жүйелік тақтаны тексереді. 28,71 миллион доллар жұмсалды. 71,5 миллион қалды. 1 сағат 20 минут уақыт қалды. Ол тікелей көршілес Армани флагмандық дүкеніне бет алады. Мырза, мен сізге бірдеңе көрсете аламын ба? Осы қабаттағы әрбір жаңа заттың үшеуінен, ал Gucci компаниясының шектеулі шығарылымдағы аллигатор топтамасынан көрші жерде сатылатын чемодандар, киімдеріңізді жинау үшін әкеліңіз. Және толық өлшемді ламер өнімдерінің 100 жиынтығы. Оларды қоймаға жіберіңіз. Сонда жігіттер оларды пол крем ретінде пайдаланады. Келесі сағаты ішінде Апк сауда орталығында бұрын-соңды болмаған пандемия болып жатыр дейді. Юникілдің жейдесін киген жұмбақ ақша жұмсаушы әрбір сәнді дүкенде нағыз погром жасайды. Ол тіпті баға белгілеріне де қарамайды. Бір сөйлем, шотқа салыңыз, жинаңыз. Сауда орталығының бас директоры сөмкелері бар 20 күзетшінің сүйемелдеуімен оның соңынан ереді. Дерек пен Мона екі сайқымазақ сияқты артта тоқып, бәріне тұз түйіршіктермен қарайды. Ол сонша ақшаны қайдан алды? Мона тырнақтарын алақанына қадап, көзінен қан кетіп жатыр. Бұл әрине лас ақша. Мен оған мәлімдеме жасаймын. Назар аударыңыз, құрметті сатып алушылар. Бүгін Апк жарты сағат бұрын жабылады. Құрметті қонақ шатырдағы Skygarden мейрамханасына тапсырыс беріп, әлемге әйгілі пианист Лангты тікелей эфирге шақырды. Жиналғандар қол шапалақтап жарылды. Нейтан екінші қабаттағы эскалатордың жанында сәл күлімсіреп тұр. Бұл жүйе берген тағы бір шығын тапсырмасы. Оның өзі 5 миллион тұрады. Ол жүйе тақтасына қарайды. Миссия орындалды. Барлығы 100 миллион 500 мың жұмсалды. Құттықтаймын. Ойыншы, ысырапшылдықтың алғашқы қадамы ашылды. Марапаттар берілді. 10 есе ақшаны қайтару іске қосылды. Шотқа 1 миллиард аударылды. Апк Мол акцияларының 51%. Ривер Ситиге меншік құқығы берілді. Харизма плюс 10, дене бітімі плюс 10. Нейтан жыпылықтайды. Енді Апк оған тиесілі. Сауда орталығының бас менеджеріне телефон соғылады. Бастық, сенің осында екеніңді білмедім. Бұрын амандаспағаным үшін кешірім сұраймын. Мен Джералдпын, Апк бас менеджерімін. Қазір сіз компанияның 51%-на иелік етесіз. Бұдан былай айтқаныңыздың бәрі орындалар. Джералд тізерлеп отыр. Бұл көрініс айналаңыздағылардың бәрін таңғалдырады. Деректің қорқаны сонша, ол еденге құлап кетеді. Нейтан Джералдтың тізесіндегі шынайы нәрсеге қарап тұр. Мен қазір бастық болғандықтан. Міне, менің бірінші тапсырысым. Ол жақын жерде тұрған Дирек пен Монаны нұсқап тұр. Бұл екеуі менің көңіл күйімді түсіріп жатыр. Оларды қуып жібер. Бұдан былай бұл екеуіне өмір бойы Апкқа тиесілі кез келген сауда орталығына келуге тыйым салынады. Ал оның білегіндегі бұл жалған сағат жай ғана жиіркенішті. Оны шешіп ал. 20 күзетші қасқырдай ұрып соғып жатыр. Мені жібер. Жоқ, Нейтан, бұл менмін. Мона, әкем бұлай қалдырмайды. Мен сен жақсы көретін адаммын. 1 минут күте тұр. 1 минут күте тұр. Менің әкем. Дерек әлі де қорқытып жатыр. Келесі секундта оны еденге жатқызады. Оның білегінен жалған сағат жұлынып, аяқ киімін таптап жатыр. Олардың айқайы алыстан басылады. Нейтан эскалатордың басында тұрып, өзінің жаңа империясына қарап тұр. Оның телефоны шырылдайды. Белгісіз нөмір. Сәлеметсіз бе? Бұл Нейтан. Менің атым Сирена. Мен сенің жаңа ғана Апк сатып алғаныңды естідім. Мен қазір төменгі қабаттағы кофеханадамын. Сирена. Ол осы уақыт бойы осында болды. Бұл керемет. Менің қарным ашты. Бірақ мен кофе ішпеймін. Мен ашы ыстық азан алғым келеді. Маған қосылғың келе ме? Сирена. Иә, сен мені көріп тұрсаң. Мен кез келген нәрсені жеуге дайынмын. Натан жарқыраған күлімсіреп трубканы қояды. Ойын қызық болғалы тұрған сияқты. Ривер Ситидің үстіндегі түнгі аспан ескі қаладағы Хунтин көшесінің шуы мен неонының жарқыраған саңлауларынан жанып, ермейтін сия бассейніне ұқсайды. Rolls-Royce Phantom. Тіркеу нөмірі Riva A8888. Лашықтарда адасып кеткен роялтиге ұқсайды. Ақырын сыпырылған және шалшықпен жабылған жолға түсіп, Панк апайдың ашық хот-пот дүкенінің алдына тоқтайды. Автоматты есік ашылып, одан Сирена шығады. Нейтан жол жиегіндегі қызыл пластик табуреткада отыр. Ол басын көтеріп, бір рет қолданылатын таяқшаларды сындырады. Не болды? Бұл сен үшін тым бейберекет. Сирена. Оның қасында ондаған сәнді экс сөмкелер бар. Нейтан пластикалық табуреткадағы шаңды үрлеп жатыр.
жатыр. Отыр. Ол бүкіл Ривер Ситидегі ең жақсы ет шарларына қызмет етеді. Сирена терең дем алып, Натанға қарама-қарсы отырады. Сен нағыз әзілкешсің, Натан. Сирена оған қарап тұр. Мен кездейсоқ ап сатып алған 10 миллиард долларлық байлығы бар адамның тамақтану стандарттары жоғары болады деп күткен едім. Ақша өз торын жасау үшін емес, өмірді еркін ету үшін қажет. Тапсырыс берейік. Сен мені емдеп жатырсың дедің. Ұялмаңыз. Себебі бұл арзан. Сирена мәзірге қарайды. Фрикаделькалар 2 юан тұрады. Теңіз балдыры 1 юан. Оның сезімдері күрделі. Ол Натан туралы анықтама берді. 24 сағат бұрын ол әлі де жаңбырда бірнеше долларға асығып бара жатқан курьерлік қызметтің жүргізушісі болды. Міне, ол оның қарсысында отыр және оның қатысуы соншалықты айқын, тіпті ол сияқты бизнес ардагері де оны істей алмайды. Маған бәрін аздап әкел. Сирена мәзірді бір жаққа қояды. Натан, бизнес туралы сөйлесейік. Кендиді құтқару және не сатып алғаныңыз туралы. Тамақ ішіп отырып, олар бизнес туралы сөйлеспейді. Бұл асқазанға пайдалы емес. Панг апай, 2 үлкен порция орташа ыстық, сірке суы көбірек. Мен қазір әкелемін. Натан, сен бүгін қызымды алып келдің. Ол өте әдемі, бірақ сәл арық. Оған көбірек тамақтану керек. Бұл мекеменің есебінен. Сирена құлаққа дейін қызарып кетеді. Ол шарасыздықпен қолдарын бұлғап тұр. Жоқ. Мен оныкімін. Мен оның несие берушісімін. Натан күліп, ол үшін сөйлемді аяқтап, бір бөтелке сірке суын алып, оны Сиренаның бір бөлігіне жомарттықпен құяды. Байқап көріңіз. Бұл жердің жаны сірке суында. Натанның әзіл қалжыңы Сиренаны іскерлік көңіл күйден бірден алып тастайды. Ол екіленіп тұр. Бірақ бәрібір Қытай қырыққабатының бір бөлігін алып, аузына салады. Ашы, өте қышқыл. Оның байдамы бірден пайда болады, және ол жөтелін ұстай алмайды. Оның көзінен жас ағып жатыр. Асықпа. Сенің тамағыңды ешкім ұрламайды. Натан оған майлық береді. Сирена оны алып, аузының бір бұрышын сүртіп, сәл ұялып қалды. Осы кезде ол үнемі киіп жүретін маскасын шешіп тастайды, және оның ішінде нағыз адамдық жылулықтың ұшқыны көрінеді. Сирена кенет сөйлеп, оның дауысы бірнеше тонға жұмсақ естіледі. Натан, рахмет. Бұл тек Кендиді құтқару туралы емес. ПКП біздің жарнамалық келісім шарттың ұзартылуына тосқауыл қойды. Егер сіз ап сатып алмасаңыз, келесі айда Шенгруп өнімін шығару сәтсіз болар еді. Натан сиыр шарын шайнап, алтын көзін іске қосады. Сиренаның басында қызыл деректер сызықтары жыпылықтайды. Нысана Сирена. Мәртебесі бас директор Шенгруп. Қазіргі жағдайы төтенше дабыл дәрежесі. Соңғы демінде дағдарыс бірінші. Ақша ағынының тоқтауы. Бәсекелес Титан Капитал компаниясының диверсиясы. Қаржыландыру тапшылығы 800 миллион. Дағдарыс екінші. Ішкі трейдер. Дизайн директоры Берриді Титан Капитал сатып алды және ертең таңертеңгі аукционда базалық баға туралы ақпаратты таратуды жоспарлап отыр. Дағдарыс үшінші. Отбасы ақсақалдарымен қол қойылған жұмыс нәтижелеріне баға белгілеу туралы келісім. Егер компания осы 90-да пайда таппаса, ол қызметінен босатылып, Титан Капитал мұрагеріне үйленеді. Апатқа 12 сағат қалды. Натан шайнауын тоқтатады. Қатыгез, мүлдем қатыгез. Ол бас директор емес. Ол қасқырлар арасындағы қозы. Натан таяқшаларын қойып, оған жартылай күлімсіреп қарайды. Ренжімеңіз, бірақ дәл қазір ұшыру орны сізді алаңдатпау керек. Менің білуімше, сіздің компанияңыз қазір ап-тен сайтты жалға ала алмайды. Сирена Натанға қарап тұр. Мұны қайдан білесің? Компанияның қаржылық жағдайы өте құпия. Тіпті вице-президент те бұл туралы білмейді. Сіз корпоративтік тыңшысыз. Мен сенің өміріңді сақтап қалған адаммын. Тыңшы емес. Натан майлықты алып, кездейсоқ Сиренаны қолынан ұстап, қолының артындағы майды сүртеді. Оның ұзын және жылы саусақтары бар. Олар Сиренаның мұзды терісіне тигенде, ол электр тогының соғуы сияқты дірілдейді. Бірақ ол тартылмайды. Мен сенің банкроттықтың алдында тұрғаныңды ғана білмеймін. Мен сенің жаныңдағы сатқынның кесірінен осындай жағдайға тап болғаныңды да білемін. Сатқын ба? Сирена бозарып барады. Содан кейін оның телефоны жынды сияқты шырылдай бастайды. Экранда қоңырау шалушының аты жөні көрсетіледі. Арт директор Берри. Сирена Натанға жалт қарады. Натан оның жауап беруін жестап тұр. Ол телефонды алады. Сәлем, Берри. Ертеңгі сауда-саттықтың жағдайы қалай? Сымның екінші жағында дүрбелең мен кінәлі дауыс естіледі. Бір сұмдық оқиға болды. Біздің серверлер жаңа ғана бұзылды. Не болды? Азис жобасының барлық дизайн файлдары мен деректері бұғатталып, жойылды. Сақтық көшірме дискілері де істен шыққан. Сирена орнынан атып тұрып, артындағы пластикалық орындықты қағып кетті. Бұл қалай мүмкін? Бізде бірінші дәрежелі брандмауэр бар және сақтық көшірме дискісі сіздің сейфіңізде сақталады. Ол қалай бұзылуы мүмкін? Мен де білмеймін. Ханым, аукцион ертең таңғы сағат 9-да өтеді. Бәрін қайта жасауға уақыт жоқ. Титан Капиталда бәрі алдын ала дайындалған сияқты. Біз ұтылдық. Телефон Сиренаның қолынан сырғып түсіп, еденге құлады. Ол омыртқасын жұлып алғандай есінен танып қалады. Ол отыруға тырысады, бірақ орындықтың аударылып қалғанын ұмытып кетеді. Ол лас еденге құлап кете жаздады. Бірақ Натан оны бір қолымен көтеріп алады. Ал екінші қолымен телефонды жайбарақат алады. Ол әлі желіде тұрған Берридің телефонына сөйлейді. Тамаша қойылым. Оскар саған мүсіншені сыйлауы керек. Екінші жағынан тыныштық орнады. Бұл кім? Сирена қайда? Натан телефонға салқын күледі. Менің кім екенім маңызды емес. Маңыздысы тігінді сөмкеге тығып алмайсың. Титан Капиталдың сізге төлеген 20 миллионы жақсы мүгедектер арбасына жетсін деп дұға етіңіз. Натан трубканы қойып, телефонды үстелге лақтырып жібереді. Сирена Натанға сүйеніп, дірілдеп тұр. Көзің бос. Ол енді салқын қанды бас директор емес. Ол бұзылу алдында тұр. Бітті. Бұл біздің соңғы мүмкіндігіміз болды. Эскиздер болмаса, ертең келісім, шарт бұзылады. Менің 300 миллион қарызым болады. Менің отбасым мені құртады. Неге үрейленіп тұрсың? Нейтанның дауысы түнгі базардың шуын кесіп тастайды. Біркелкі және тыныш. Оның адамдарды тыныштандыратын қандай да бір сиқыры бар. Ол Сиренасын түзетіп, қолын оның иығына қойып, көзіне қарауға мәжбүр етеді. Енді эскиздер жоқ. Біз жаңаларын саламыз. Ақша жоқ. Біз одан да көп ақша табамыз. Сіз демалып жатқанда, ойын әлі аяқталған жоқ. Оларды қайта салуға уақыт жоқ. Сиренаның көзінен қан кетіп, көз жасы ағып кете жаздады. 10 сағаттан аз уақыт қалды. Ондаған дизайнерлер оларға 3 ай жұмсады. Уақыт жоқ деп кім айтты? Нейтан оны жіберіп, сауда пакеттерін жерден көтеріп жатыр. Оның көздері жаңа ғана олжасын байқаған аңшының көзіндей жарқырап тұр. Кеттік. Қайда? Сіздің компанияңызға. Егер Берри директор жойылды десе, мен оған нағыз шеберліктің не екенін көрсетемін. Бүгін кешке біз сатқынды ұстау ойынын ойнаймыз. Жарты сағаттан кейін Ривер Ситидің орталығында штаб-пәтері Шенгруп бүкіл ғимарат нұрға бөленді. Дизайн бөлімінде хаос болып жатыр. Ондаған дизайнерлер өшіп бара жатқан экрандардан
директордың алдында отырып, шаштарын жұлып жатыр. Біреу жылап жатыр, біреу қарғыс айтып жатыр. Директор Перри орталықта тұрып, деректерді қалпына келтіруді басқарып жатқандай кейіп танытады. Бірақ оның көзқарасы анда-санда сағаттарға қарап, бетінде әрең көрінетін күлкі пайда болады. Егер ол ертең таңертеңге дейін созылса, Сирена істен шыққаннан кейін ол төлемін алып, Титан астанасына вице-президент ретінде кіреді. Дәл осы сәтте есік алдында дүрбелең басталады. Міне, ханым, Перри әп-сәтте әбден күйзелген кейіпке еніп, оны қарсы алуға асығады. Ханым, осында болғаныңызға шүкір. Мен өте өкінемін. Бірақ ол көреді деп күткен сынған, шарасыз Сирена еш жерде көрінбейді. Оның орнына Сирена мақсатты түрде алға ұмтылады. Оның көздері әлі де аздап қызарған, бірақ оның қатысуы бұрынғыдан да өткір. Оның қасында Армани киімін киген, бірақ ыстық тамақ дайындауға арналған контейнерлерге толы сөмкесі бар жас жігіт бар. Ханым, бұл кім? Перри тоңып қалады. Мен жай ғана курьермін. Нейтан абайсызда ашық хот-дог пакетін жиналыс үстеліне лақтырып жібереді де, тура Перриге қарай бет алады. Перри Нейтанның оған қарап тұрғанын сезіп, оның тамырында қан қатып қалады. Ханым, қазіргідей уақытта сіз одан да көп қиындықтар тудыру үшін бөгде адамдарды тартып жатырсыз. Перри, сіз шынымен де шектен шығып жатырсыз. Нейтан өте экранын көрсетіп тұр. Сіз сервердің бұзылғанын және барлық деректердің жойылғанын айттыңыз. Әрине, Перридің өз жолы бар. Техникалық топ дәл қазір қалпына келтірумен айналысуда. Солай ма? Натан бұрылып, негізгі терминалға қарай жүреді. Оның саусақтары пернетақтада тербеледі. Ойыншы құдай деңгейіндегі бұзуды іске қосады. Маршрут ұзатыр, желісін бұзады. Деректер ағынын бақылайды. Негізгі кодты қалпына келтіреді. Бұрмаланған қара экранда кенеттен белсенділік пайда болады. Жасыл код керемет жылдамдықпен айналады. Оның қасында отырған техникалық жетекші аң-таң болып үнсіз қалды. Бұл теру жылдамдығы қандай? Ол кері бақылау бағдарламасын жазып жатыр. Бам сияқты 1 минут өтпей жатып, Натан Enter пернесін басады. Үлкен қараңғы экран өмірге келеді. Бірақ ол дизайн файлдарын көрсетпейді. Бұл бақылау камерасының жазбасы, сондай-ақ чат журналының егжей-тегжейлі скриншот. Экранда Перридің жарты сағат бұрын USB дискісін негізгі серверге қосып, Titan Capital компаниясынан бос жау деп белгіленген біреуге хабарлама жібергені көрінеді. Хабарламада дайын деп жазылған. Деректер жойылды. Бұл ақымақ Сирена бітті. Залда өлі тыныштық орнады. Барлық дизайнерлер Перриге оны кескісі келгендей қарайды. Перри бояумен боялған. Бұл қондырғы, бұл тұзақ. Ханым, сіз маған қарағанда көбірек сенесіз бе? Сирена үлкен экранға қарап, жүрегі қысылып қалады. Күзетші, мына екі жүзді сатқынды ұста. Полиция шақыр. Ашуын басқан күзетшілер Перриге қарай асығады. Сен мені тұтқындауға батылсың ба? Сирена, менің дизайнерлік тобым болмаса, ертең сен де өлесің. Сенің қалай шығатыныңды көрейік. Перри оны алып бара жатқанда, әлі де истерикамен күледі. Олар сатқынды ұстады. Мұны білу өте жақсы, бірақ дизайндар шынымен жоғалып кетті. Кеңседе тағы да үмітсіз тыныштық орнады. Техникалық жетекші сенімсіз түрде сұрайды. Сер, сіз бақылау камерасының жазбасын қалпына келтіргеннен кейін дизайн файлдарын да қалпына келтіре аласыз ба? Олар физикалық түрде жойылды. Оларды қалпына келтіру мүмкін емес. Натан басын шайқайды. Бәрінің іші бұзылады. Алайда Натан тақырыпты өзгертіп, жиналыс үстелінің басына келеді. Ол отырады да ыстық қазандығы бар ыдысты ашады. Абайсызда лақтырады. Бұл сұмдық дизайндар, дастархан қымбат. Оларды аукционға қою ұят болар еді. Сен не дедің? Директордың орынбасары ырылдайды. Біз оларды 3 ай бойы қарап шықтық. Натан ашуды елемей Сиренаға бұрылады. Сенде қалам бар ма? Сирена жыпылықтайды. Содан кейін оған қалам планшеттерін механикалық түрде береді. Сен не істейсің? Натан қаламды алып, оны қолына керемет түрде айналдырады. Оның ойында жүйелік дүкен қайта ашылады. Құтқарудың маңызды сценарийі табылды. Тақырып іске қосылды. Жарнама дизайны бойынша толық нұсқаулық 2035 жылғы басылым іске қосылды. Натанның көздері өз уақытынан 10 жыл бұрын сансыз түстерге, сызықтарға және композицияларға толы. Болашақтың көрнекі соққысы. Егер сіз бұл ескі дизайндарды шедеврлер деп ойласаңыз, дейді Натан сурет сала бастағанда сабырлы түрде. Бүгін мен сізге нағыз өнердің не екенін көрсетемін. Келесі сағат ішінде Шен Групп дизайн бөлімінің әрбір қызметкерінің көзқарасы бұзылып, қайта құрылады. Олар қарапайым курьер деп ойлаған адам тірі жазу машинкасы сияқты жұмыс істейді. Оның қолдары соншалықты жылдам қозғалады. Олар бір нүктеге біріктіріледі. Ал экранда бірінен соң бірі таң қалдыратын тұжырымдамалар пайда болады. Жарықтандыру, перспектива, бұл киберпанк пен дәстүрлі стильдің тамаша үйлесімі. Ал бұл жарықтандыру, құдайым, бұл шедевр. Жаңа ғана сұрақтар қойған режиссердің көмекшісі. Енді Натан оның қасында еңкейіп, оған су беріп жатыр. Соңғы негізгі кадр дайын болғанда, Натан қаламды лақтырып, білегін ысқылайды. Экранда қайта туылу деп аталатын плакат бар. Механикалық, раушан жаңбырда қирандылардың үстінде гүлдейді. Бұл сурет Натанның өзінің тарихын және Сиренаның шарасыз күресін бейнелейді. Сирена суретке қарап, оның бетінен үнсіз жас ағып жатыр. Ол еңкейіп, салқындатылған ащы сорпаны жеп жатқан Натанға бұрылады. Осы кезде ол тұрғызып жатқан қабырғалардың бәрі құлап жатыр. Эмоцияға берілме. Натан фрикадельканы жұтып қояды. Жұмыс бітті. Енді барлық нүктелерді айдың үстіне қоятын кез келді. Ертең таңертең аукционда мен Titan Capital компаниясына барлығын пайызбен қайтаруға рұқсат етемін. Ол орнынан тұрып, сурет терезесіне жақындап, Ривер Ситидің көкжиегіне қарайды. Сирена, менімен бірге Абанке баруға батылыңыз бар ма? Сирена оның қасына келіп, иығына тіреледі. Оның көзіндегі абыржу шешімділікке жол ашады. Тексеріп көрейік. Егер біз ұтылсақ, мен сенімен бірге тамақ таратамын. Нейтан күледі. Тамақ беру нәтиже бермейді. Ол басын еңкейтеді. Менің жолаушылар орным тек бастықтарға арналған. Ривер Сити Конгресс орталығы. Бүгін болашақ қаласы сауда кешені Ривер Сити жобасының сауда-саттығының соңғы күні. Бұл ондаған миллиард долларлық мәміле және алдағы 10 жылдықта Ривер Ситидің іскерлік әлемін кім басқаратынына байланысты. Неон жасыл түсті сәнді Lamborghini көлігі саңырау гүрілдеп келе жатыр. Және VIP автотұрағында екі жерде тұр. Есік жапырақтары көтеріліп, көліктен ақ костюм киген жас жігіт шығып бара жатыр. Оның шашы артқа қайырылып, гелмен жағылғаны сонша. Оған күн шағылса. Бұл Виктор, Titan астанасының тақ мұрагері. Оның артында үй иті сияқты күлімсіреп, кеше кепілге босатылған Шен Групп компаниясының бұрынғы дизайнері директоры Перри тұр. Виктор, сер, уайымдамаңыз, Сирена бітті. Көзінің астында екі үлкен көгерген, беті әлі ісіп кеткен Перри қуанып қала жаздады. Мен деректерді өзім жойдым. Тіпті қатты дискілерді магнитсіздендіргішпен өшірдім. Егер жаратқан
иенің өзі көктен түспесе, ол бүгін құр қол келеді. Жарайсың. Шен отбасы банкротқа ұшырағаннан кейін, бұл мақтаншақ кішкентай ханшайымның менің айтқанымды орындаудан басқа амалы қалмайды. Осы кезде қара түсті Audi i6 келе жатыр. Бұл Сирена көлігі. Оны қоршап тұрған суперкарлармен салыстырғанда, ол өте қарапайым көрінеді. Виктор ақырын ысқырады. Содан кейін Перримен бірге көлікке жақындап, оның жолын жауып тастайды. Жақсы, бұл шынымен де керемет Сирена ма? Көліктің есігі ашылады. Сирена шығады. Түнгі азап пен өзгерістен кейін ол таңғаларлықтай жиналған көрінеді. Кешегі көз алдымызда болған уайым сейілді. Ал рөлден бір жас жігіт шығып бара жатыр. Бұл Натан. Бүгін Сиренаны күту үшін ол қою сұр түсті іскерлік костюм киген, галстуксіз, бірақ кездейсоқ табиғи талғампаздықты көрсетеді. Оның қолында күмістен жасалған металл портфель бар. Виктор, қозғал. Жақсы, иттер жолды жауып тастамайды. Сиренаның даусында мұз бар. Сирена, жеңілістің алдында тұрсаң да, сен әлі де батылсың. Мен сіздің дизайнерлік топтың түні бойы айқайлап, жылағанын естідім. Тіпті сергерлер де өртеніп кетті. Сонымен, сіз ресми түрде бас тартуға келдіңіз бе? Содан кейін маған компанияңызды сатып алуымды өтіндіңіз бе? Оның көзқарасы Сиренаның денесіне сырғып кетеді. Ол даусын бәсеңдетеді. Шын мәнінде, егер сіз бүгін кешке менің бөлмеме келсеңіз, мен бағаны 10%-ға көтеремін. Сирена жауап бермей тұрып, кенеттен біреудің қолы ұшып, Виктордың бетіне шыбын қуып жібергендей қол бұлғап тұр. «Әй, досым, аузыңнан иіс шығатын нәрсе жаса. Сен менің бастығымның аузын жаптың. Сен кімсің? Бұл жерде өзің шешпейсің. Сен жай ғана жүргізушісің». Виктор, сер, бұл кешегі курьер. Сол себепті бәрі дұрыс болмады. Ол біздің бүкіл жоспарымызды бұзды. Виктор күледі. Оның күлгені сонша, аяғынан әрең тұрды. Сирена, сен жындысың ба? Ол курьерді $1 миллиард жүлде қоры бар аукционға әкелді. Не болды? Сен төрешілерге ыстық қазанмен пара бересің бе? Натан өзінің алтын көзін іске қосады. Нысана Виктор, мемлекет, шамадан тыс сенімділік, бүйрек жеткіліксіздігі. Екінші кезең, жеке заттар. Ең төменгі мөлшерлеме туралы құпия құжат. Ішкі қалтасында жасырылған көк таблеткалардың бір пакеті. Бас судья, профессор Лиге пара берді. Келісілген сигнал, мұрынға тигізу. Ақша аударымының жазбалары оның шифрланған телефонында сақталған. Судьялардың пара алғаны туралы да ақпарат бар. Қызығушылық. Виктор, солай емес пе? Ал кеше түнде қабылдаған таблеткаларыңыздың жарамдылық мерзімі біткен жоқ. Сіз аздап бозарып кеттіңіз. Бүгін сенің күнің емес сияқты. Сонымен қатар, профессор Ли сияқты адамның талғамы қымбат. Ал сен оған салған ұсақ түйегіңді абайла. Мүмкін сен қасқырды жақсы тамақтандырмайтын шығарсың. Виктордың күлкісі оның жүзінен қатып қалады. Қарашықтары кенет тарылып барады. Бұл жігіт таблетка туралы қайдан біледі? Ең бастысы, ол профессор Ли туралы қайдан біледі? Виктор жауап бермей тұрып, Натан Сиренаның қолын тартып, Викторды қоқыс үйіндісінде айналып өтіп, тікелей лифттерге қарай бет алды. Натан, сен оған не дедің? Оның беті ағарып кетті. Ерекше ештеңе жоқ. Мен оған жай ғана болжадым. Сирена, біз кірген кезде презентацияңызға назар аударыңыз. Қалғанын маған қалдырыңыз. Сауда алаңында қызу атмосфера орнады. Орталықтағы үстелде 5 төреші отыр. Орталықтағы таза адам, саладағы беделді профессор Ли. Төменгі қабатта әр орындықта Ривер Ситидің бизнес элитасының өкілдері отырады. Артқы қатарда камералары бар журналистер көп. Келесі ұсынысты Титан Капитал ұсынады. Жүргізуші сахнаға шығып болған соң, Виктор мен Перри шығады. Натан оны жаңа ғана нокаутқа түсірсе де, Виктор өз элементіне еніп, тәкаппар адамның маскасын қайта киеді. Құрметті төрешілер, құрметті қонақтар, Титан Капитал біздің ұсынысымызды қалалық оазиске ұсынады. Біз тұрақтылықты және озық технологияларды біріктіретін аспан бағын жасаймыз. Экранда слайдтар пайда болған кезде көрермендер шошып кетеді. Бұл біздің түпнұсқа жобамыз. Сирена күртешенің шетін қысып, буындар ағарады. Бұл дұрыс. Перри зейнетке шықты. Қазіргі қалалық оазис атауын өзгертуден басқа, бұрынғы Шен Брук жобасының дәл көшірмесі. Сирена ашуланып тістерін қайрайды. Бұл қос спираль тәрізді көпір. Біздің патенттелген түпнұсқамыз. Ал фотосинтетикалық шыны қабырға біздің эксклюзивті әзірлемеміз. Түпнұсқа. Төменгі қабаттағы залда Натан салқын күліп, телефонын суырып алады. Жүйе командасы, залдың проекциялық жүйесін бұзыңыз. Байланыс орнатылды. Сонымен, сіз плагиат ойнағыңыз келе ме? Онда маған түсінікті болуға рұқсат етіңіз. Бұл біздің команданың шедеврі. Біз онымен 6 ай бойы жұмыс істеп келеміз, және бұл өте ерекше. Осы кезде үлкен экран жыпылықтап, 2 бөлікке бөлінеді. Сол жақта қалалық оазистің тұсаукесері. Оң жақта 3 ай бұрынғы Шенгруптың ішкі жиналысының жазбасы. Залда өлі тыныштық орнады. Содан кейін ызылдаған дыбыс естіледі. Құдай, ау, бұл шынымен де Шен тобының ескі ұсынысы ма? Тіпті түс схемасы да бірдей. Олар оны ұрлап кетті. Титан Капитал сияқты ірі компания мұны істей ала ма? Перри сахнада тұншығып қалғандай көрінеді. Ол бір ауыз сөз айта алмайды. Ол экранға үрейлене қарайды. Оның арқасынан әп-сәтте суық тер ағып жатыр. Не болып жатыр? Экранды кім ауыстырды? Оны өшір. Оны бірден өшір. Сен не істеп жатырсың? Мен сені өлтіремін. Мен ештеңеге тиіспедім. Компьютер бақылаудан шығып кетті. Ол жерде вирус болу керек. Олар сымды розеткадан суырып алмас бұрын үлкен экранда ұрыға арналған эпитафияның қызыл-қызыл жазуы пайда болады. Түпнұсқалық өлді. Жоқ, себебі сіз тек қоқысты қазып аласыз. Содан кейін экран өшеді. Бәрі өз орнына келеді. Натан аудиторияда отырады да, барлық жетістіктерін өзіне қалдырып, телефонын қалтасына салып қояды. Ол Сирена әкелген жалбызды абайсызда жайып жібереді. Бұл қандай да бір техникалық ақау ма? Сирена не болып жатқанына қарап, оның бетінен барлық уайым жоғалады. Натан кәмпитті қытырлақпен тістеп алады. Бұл көрермендердің жылынуы деп аталады. Профессор Лиге қараңызшы. Оның беті жасылға айналады. Шынында да, қазылар алқасында отырған профессор Ли орындықта дірілдеп тұр. Ол ақшаны алып, жоғары баға беруге дайын болды. Титан Капитал хай. Бірақ қазір жүздеген адамдар плагиаттың бұлтарпас дәлелдерімен бетпе-бет келгендіктен, егер ол оны қорғауға батылы барса, ертең оның беделі жойылады. Профессор Ли микрофонды құлықсыз қабылдайды. Титан Капитал ұсынысы үлкен алаңдаушылық туғызады. Біз оны қарауды әзірге кейінге қалдырамыз. Келесі кезекте Шен Брук тұр. Виктор жасырынып сахнадан кетіп бара жатыр. Натанның жанынан өтіп бара жатыр. Ол ысырады. Бұл сенің қолыңның ісі, солай ма? Күте тұр. Сен бұл жерден шыға салысымен мен сені бітіремін. Сонда сен рақым сұрайсың ба? Өзіңмен бірге тағы да майлық алып келгенің жөн. Сен ұсқынсыз жылайсың. Сирена терең дем алып, орнынан тұрады. Барлық көз
соған бағытталған. Біреудің көзіне жанашырлық оқылады, біреу көріністі аңсайды, ал біреу күмәнданады. Осы плагиат қойылымынан кейін барлығы Шан группенің не жинағанына таңғалады. Сирена сахнаға шығады. Флеш дискіде баспа материалы да жоқ. Ол жай ғана ұшу-қону жолағының ортасында тұр. Прожектор оны таққа отырғалы тұрған патшайым сияқты жарықтандырады. Міне, солай. Сиренаның дауысы сабырлы және сенімді естіледі. Сіз жаңа ғана қалалық оазис деп аталатын нәрсені көрдіңіз. Иә, бұл біздің компанияның қабылданбаған жобасы болды. Ол неге қабылданбады? Өйткені ол тым ескірген. Жиналғандардың тынысы тарылды. Бұл ұсыныс ұрланғанына қарамастан, салалық стандарттар бойынша жоғары деңгейде болды. Уақытты босқа өткізбеу үшін Натаннан бастайық. Менің көмекшім Натан басын изеп, күміс металдан жасалған портфельді ашады. Бірақ құжаттардың орнына жұдырықтай қара кристалды шығарады. Бұл 2035 жылғы жүйелік дүкеннен портативті голографиялық проектор. Бағасы 5 миллион. Натан кристалды сахнаның ортасына қояды. Бұл не нәрсе? Төрешілер мойындарын созып жатыр. Келесі секундта қою. Көк жарық сәулесі төбеге қарай ағып, әп сәтте кеңейіп, бүкіл конференц залды толтырады. Жарқыраған, жарыққа толы залда әп сәтте қараңғы болады. Оның орнына тірі, виртуалды қала сияқты алып қала ауада қалықтайды. Енді статикалық слайдтар, тегіс кескіндер болмайды. Барлығы уақытпен кеңістікті шарлап, болашақтың киберпанк мегаполисіне тап болғандай сезінеді. Үстінде алып, неон белгілері жыпылықтап тұр. Сіз тіпті көшеде келе жатқан виртуалды жаяу жүргіншілердің бет әлпетін көре аласыз. Ал дәл ортасында механикалық лотос тәрізді ғимарат баяу айналады. Бұл Шан групптың жаңа ұсынысы Rebirth Lotus. Құдай-ау, бұл қандай технология? Көзілдіріксіз үш. Жоқ, бұл толық голографиялық проекция. Бұл қандай көрініс? Бұл Голливудтың блокбастері. Бұл дизайн жай ғана ақылсыз. Онымен салыстырғанда, бұл қалалық оазис, жай ғана ауладағы сарай. Бүкіл зал қол шапалақтап жарылып жатыр. Тілшілер камераның сырмаларын жынды сияқты қағып жатыр. Ер адамдар камераның жарқылдары залды күндізгі жарық сияқты жарықтандырады. Сирена үлкен виртуалды лотостың ішінде жапырақшалардың арасында пері сияқты тұр. Ол қолын созып, оны виртуалды интерфейс арқылы ақырын сырғытады. Және бүкіл ғимарат лезде бөлшектеліп, қайта жиналып, сауда орталығының таңғажайып дизайнын ашады. Біз болашақты болжап отырған жоқпыз. Оны жасап жатырмыз. Бәрі басынан-ақ түсінікті. Бұл жай ғана өлтіруші. Мүлдем басқа өлшемдегі соққы. 1 минут бұрын кез келген нәрседен кінә іздеуге дайын болған профессор Лидің иегі салбырап, жалған тістері түсіп қала жаздады. Осындай көрнекті туындының алдында, егер ол бір жағымсыз сөз айтуға батылы барса, электрлендірілген тобыр оны бөлшектеп тастайды. Мен ең жоғары ұпайды қоямын. Бұл өнер туындысы. Бұл бүкіл дәуірді айқындайтын шедевр. Тағы бір төреші орнынан атып тұрып, қатты қол шапалақтайды. Күн күркірегенде қол шапалақтап басылмайды. Виктор төменде кенеп, сияқты бозарып кетті. Ол орындықта жатып қалады. Ол бәрі біткенін түсінеді. Қанша ақшасы болса да, оның байланыстары қаншалықты ықпалды болса да, мұндай абсолютті артықшылыққа қарамастан, бәрі күлкілі болады. Біз жеңдік. Сирена үрейленген көпшілікке қарап, көздері жарқырап тұр. Ол қолында 5 миллион долларлық кристалды абайсызда айналдырып жатқан Натанға қарап тұр. Ол оған көзін қысып, бір ернімен, сен бәрін жыртып алдың. Бастық, аукцион аяқталады. Шен групп болашақ қала жобасын үлкен айырмашылықпен жеңіп алды. Бұл белгілі болғаннан кейін, күнделікті шегіне дейін төмендеген Шен групп акциялары күрт көтеріліп, ең жоғары деңгейде қатып қалады. Сирена, бұл жаңа технологияны жетекші дизайнер болып табылатын Сирена компанияңыз әзірлеген. Сіз бізді таныстыра аласыз ба? Сирена жан-жағына қарап, көпшіліктің арасынан әрең өтіп бара жатыр. Ол Натанды іздеп жатыр. Бірақ оның артында тұрған адам жоғалып кетті. Конгресс орталығының артындағы аллеяда Натан қабырғаға сүйеніп, темекі шегіп тұр. Оның алдында екі ер адам тізерлеп отыр. Олардың бірі Перри, оның беті көгерген және ісінген. Екінші Виктор оны шайқап жатыр. Олардың айналасында қара костюмдер мен күннен қорғайтын көзілдірік киген 10 шақты үлкен адам бар. Блейдтің басында кеше ғана Натанға адал болуға ант берген және қазір оның қауіпсіздігін басқаратын бұрынғы жалғыз акула. Сер, бастық, мен қателестім. Мен сені енді ешқашан жібермеймін. Виктордың даусында бір тамшы тәкаппарлық қалмады. Ол Блейдтің қолындағы білегінен қалың болат құбырға қарап тұр. Оның қорыққаны сонша, ол суға батып кетті. Өтінемін, мен аямаңыз. Мен жалғыз мұрагермін. Мен саған қалағаныңның бәрін беремін. Натан түтін сақинасын шығарып, еңкейіп отыр. Ақша ма? Маған ақша керек деп ойлайсың ба? Натан жымиып, чекті алып, соманы жазып, Виктордың бетіне лақтырып жібереді. Мұнда 10 миллион бар. Мұны мені тапсырылған бала деп атағаныңыз үшін өтемақы деп есептеңіз. Әрине, сен маған ақша төлейсің. Керісінше емес. Виктор қатып қалады. Мен саған төлеп жатырмын. Дұрыс. Маған ақша керек емес. Бірақ адамдар маған қарыз болған кезде шыдай алмаймын. Блейд, Викторға IOU-ны қалай дұрыс жазу керектігін үйретші. Пайыздық мөлшерлемеге келетін болсақ, оның Макаудағы ойын қарыздары үшін төлегенін пайдаланыңыз. Бұл орындалады. Сен маған сене аласың. Бұл менің мамандығым. Блейд күлімсіреп жақындай түседі. Натан орнынан тұрып, артындағы айқайға мән бермей кетіп қалады. Ол аллеядан шыға салысымен телефоны шырылдады. Натан, сен қайдасың? Мереке жақында басталады. Сен жұлдызсың. Сенсіз бұл қызық болмайды. Кешті өткізіп жібер. Маған мұндай іс-шаралар ұнамайды. Натан қала орталығындағы зәулім ғимаратта айналып тұрған, алып Шен групп билбордына қарап тұр. Сирена, біздің келісімімізді ұмытпа. Мен үшін жолаушылар орындығын бос ұстаңыз. Сымның екінші жағында тыныштық орнады. Натан, мен сенің енді жолаушылар орындығында отырғаныңды қаламаймын. Мен сенің осы күндердің соңына дейін көлік жүргізгеніңді қалаймын. Сен келісесің бе? Бұл іс жүзінде махаббатты мойындау. Натан үндемейді. Бірақ оның басында жүйе қатты қызыл дабыл қағып тұр. Назар аудару. Ойыншылардың болашақ технологияларды шамадан тыс пайдалануы көлеңкелі әлемнің назарын аударды. Сыгласының қаупі жақындап қалды. Әлемде де ең үздік хитмен ұйымы қара мамба тапсырысты қабылдады. Нысана Натан, марапат. $100 миллион. Тапсырыс беруші Ву отбасы. Виктордың әкесі. Өлтірушілердің бірінші толқынына 30 минут қалды. Итті ұр. Сонда иесі жүгіріп келеді. Ол телефонға: Сирена, кештен бас тарт дейді. Дереу үйге қайт. Барлық есіктер мен терезелерді құлыптаңыз. Блейдтің адамдарын үйіңді қоршап
қоршауға жібер. Не естісең де, көшеге шықпа. Не болды? Натан, сен мені қорқытасың. Бәрі жақсы. Натан алыста аспанда айналып жүрген қара тікұшаққа қарап тұр. Бұл жай ғана тазалауды қажет ететін кір. Бұл жолы мен Риверситидің бүкіл жер асты әлеміне мұндағы нағыз патшаның кім екенін көрсетемін. Бұзылғалы жатқан қараусыз қалған өнеркәсіптік ауданда ауа қорғасындай ауыр қара тікұшақ оқ жаудырмайды. Оның орнына ол жыртқыштың үстінен айналып өтіп бара жатқан лашын сияқты. Аумақты 2 рет айналып өтіп, Натаннан жарты миль қашықтықтағы қараусыз қалған ғимараттың үстінде қалықтап жүр. Натан бос қиылыста тұр. Саусақтарындағы темекі сүзгіге дейін жанып кетті. Шық. Ол темекі тұқылын лақтырып жібереді. Сіз өзіңізді әлемдегі ең жақсы хитмен ұйымы деп атайсыз және әлі де егеу құйрықтар сияқты көлеңкеде жасырынып жүрсіз. Айналаңызда өлі тыныштық орнады. Содан кейін ауада әлсіз сыбыр естіледі. Өлімнің өзі күрсінгендей. Егер бұл қарапайым адам болса, онда сауыт тесетін оқ оның бас сүйегін ұшырып жіберер еді. Бірақ Натан ерекше. Оның алтын көзінен оқтың дыбыс жылдамдығынан 3 есе жоғары жылдамдықпен ұшып бара жатқанын, артында ұзақ жылу ізін қалдырғанын және ұлу сияқты баяу қозғалатынын көруге болады. Натан тіпті қозғалмады. Ол басын сәл ғана еңкейтеді, байқалмайды. Оқ оның шашына тиіп, артындағы бетон бағанаға соғылып, тостағанның көлеміндей шұңқыр қалдырады. Және бұл сенің қолыңнан келгеннің бәрі. Натан басын көтеріп, оның көзқарасы 1500 фут қашықтықты тесіп өтіп, билбордтың артына тығылған мергенге тоқтайды. Қараманба, ерекше ештеңе жоқ. 1500 фут қашықтықта қараусыз қалған ғимараттың төбесінде Випер лақап аты бар мерген түнгі көрініске қарап тұр. Ер адам әлі де сол жерде тұрып, оларға ортаңғы саусағын көрсетеді. Жыланның жауынгерлік костюмі суық терге малынған. Баяндаймын, капитан, басты нысана жойылды. Қайталап айтамын, ол кетті. Бұл 1500 фут қашықтықтағы 1200 мергендік мылтығы еді. Бұл қалай мүмкін? Аузыңды жап. Браво тобы, Чарли тобы, шетке шық. Жақын жерден өлтіру. Оған үзіліс бермеңіз. Мен сені түсіндім. Бұйрық түскен бойда көлеңкеден жан-жақтан 12 қараңғы фигура шығады. Олар тактикалық экзоскелеттерде, тактикалық автоматтармен, дыбыс өшіргіштермен және жоғары жиілікті дірілдеткіштермен жабдықталған. Олар үнсіз қасқырлар үйіріндей синхронды қозғалады және Натанды жан-жағынан қоршап алады. Натан зардап шеккен аймақтың ортасында тұр. Оның бетінде қорқыныш көлеңкесі жоқ. Тек қанішер толқу. Жүйемен бірдеңе сатып алғым келеді. Жауынгерлік жағдай сыныптан бері анықталды. Жүйенің интеллектуалды ұсыныстары белсендірілді. Бір рет қолданылатын абсолютті қорғаныс қалқаны 50 миллион. Ядролық соққыдан басқа барлық шабуылдарды блоктайды. 10 минут әрекет етеді. 800 терминаторының сынақ картасы 1 сағат 100 миллион. Грандмастер Бажикуан мәңгі 200 миллион. Телекинез кіру деңгейі 500 миллион. Мен Бажикуанды аламын. 200 миллион есептен шығарылды. Грандмастер Бажикуанның бұлшықет жады жүктелді. Жүктеу аяқталды. Натанның бүкіл денесін аптап ыстықтың қорқынышты толқыны басып жатыр. Оның сүйектері попкорн сияқты пытырлап, оның бұлшық еттері мен бұлшық еттері әп-сәтте керіліп қалады. Әрбір жасушаның күшке толы болғаны сонша, ол тауды жарып жіберетін сияқты. Осы кезде екі негізгі өлтіруші пайда болады. Біреуі сол жақта, екіншісі оң жақта салқын жарықпен жарқыраған екі жоғары жиілікті діріл қалақтары Натанның тамағы мен жүрегіне тікелей бағытталған. Олардың құлағында суық дауыс естіледі. Тым баяу, Баджикуан, темір соққы. Натан тіпті тербелмейді. Ол жай ғана иығын көтеріп, сол жақтағы өлтірушіге соғылады. Ауада жүрек айнуын тудыратын сықырлаған дыбыс естіледі. Толық кевлар сауыт, сайманы мен экзоскелеті бар ер адам жылдамдықпен келе жатқан ойы соқтығысып қалғандай артқа қарай ұшады. Ол зеңбірек оғы сияқты ауада ұшып, кірпіш қабырғаны тесіп өтеді. Қалған 10 өлтіруші орнында қатып қалады. Олардың көздерінде үрей пайда болды. Оқ жаудыр. Оны жақындатпаңыз. Капитан гарнитурасына айқайлайды. Барлық жерде тұмсық, жарқылдары жыбылықтайды. Натанға жаңбыр жауғандай оқ жаудырды. Бірақ Натан қозғалады. Баджикуанның арқасында ол оқтардан елес найзағай сияқты жалтарады. Оның алтын көзі өз шегінде жұмыс істейді. Әрбір оқтың траекториясы оның көру аймағында айқын, жарқыраған сызық түрінде көрінеді. Ал одан қашып құтыла алмайтындар қолын созады. Натанның саусақтары найзағай жылдамдығымен қозғалады және ол оқты екі саусағының арасына қысып, тікелей ауадан жұлып алады. Құбыжық. Ол құбыжық. Енді менің кезегім. Натан оқты лақтырып, алға қарай жүгіреді. Келесі 3 минутта бұл бір жақты қырғын. Натан өлім орағы сияқты қозғалады. Ол өтіп бара жатқан жерде тек мәйіттер ғана қалады. Баджицуанның тізгінсіз күші толық көрінеді. Жүректі жаралайтын шынтақ. Өлім құдайының 3 мәрте соққысы, аспанды жарып жіберетін зеңбірек соққысы. Әрбір қимыл қарапайым, түзу, бірақ жойқын күшке толы. Экзоскелеттік сауыт оның алдында қағаздай қирап жатыр. Жалдамалылардың бірі гранатометтен оқ атпақшы болды. Бірақ Натан оның қолын қағып жібергендей триггерді тартып үлгермеді. Граната атқыш жерге құлап, жарылып кетеді. Жалдамалыны аспанға лақтырып жібереді. Соңғы өлтіруші шетке ұшып бара жатқанда, бүкіл блок қайтадан тыныштыққа батады. Натан ұрыс даласының ортасында тозақтан түскендей, бір тамшы қаны жоқ, армани киімін киіп тұр. Тек көздері әлі сөнбеген алтын жалынмен жанып тұр. Ол қараусыз қалған ғимараттың төбесіне жоғары қарайды. Ол жерде әлі де үлкен балықтар қалды. Випердің қолдары дірілдеп тұр. Ол 20-шы жыл жалдамалы болды. Ол Африкадағы дала командирлерін өлтірді. Таяу шығыстағы мұнай кен орындарын жарып жіберді. Ол әлемдегі ең қауіпті адамдарды көрді. Бірақ біреу 3 минут ішінде жалаң қолымен толып, қаруланған элиталық бөлімшені жойып жіберу үшін. Ол бұл туралы тіпті естімеген. Жүгір, дәл қазір жүгір. Ақпарат дұрыс болмады. Бұл класындағы өзін өзі өлтіру миссиясы. Випер гарнитураға айқайлап, қашып кету үшін кабельге көтеріледі. Ол бұрылған сәтте, сен осы жолды жүріп өттің. Неге қалып, шай ішпейсің? Ол қаңырап қалған бүркітті жамбас қабынан жұлып алып, еш ойланбастан атып тастайды. Оқ атылды, бірақ Натан кетіп қалды. Келесі секундта Випер білегіндегі суықты, содан кейін жанып тұрған ауырсынуды сезеді. Оның оң қолы әлі күнге дейін шөл бүркітін ұстап, жерге құлап түседі. Балуан әйнек сияқты тегіс. Ал оның алдында тұрған Натан қолына қанға боялған тот басқан металдың жұқа бөлігін айналдырып жатыр. Бұл оның жерден алып кеткен алюминий қаңылтырының бір бөлігі. Бір білек қимылымен адам өлді. Випер айқайлап, кесілген білегінен ұстап, тізесіне құлады. Оның көзінде үмітсіздік пен үрей бар. Мені өлтірме. Мен Қарамамбаның бүкіл азиялық бөлімшесінің басшысымын. Егер сен мені өлтірсең, Қарамамба сені ақыр заманға дейін қуады. Натан оған жәндік
сияқты төмен қарайды. Сен мені қорқытасың ба? Сен білесің бе? Менде санауға болатыннан да көп нәрсе бар деп қорқытқанда, мен нені қатты жек көремін. Мысалы, ақшамен. Натан телефонын алып, жаңа интерфейс ашады. Бұл жүйе арқылы жаңа ғана ашылған қараңғы тордың бәрін көретін көзі. Қара мамба, құпия ұйым, штаб-пәтері Тынық мұхитының бейтарап суларындағы арал. Оның жалпы активтері шамамен 30 миллиард долларды құрайды. Қазіргі басшының код аты Веном патшасы. Шын аты жөні кейде еуропалық дворяндар отбасынан шыққан заңсыз ұл. Мұның бәрін қайдан білесің? Бұл өте құпия ақпарат. Жүйе жақсартылған. Бұзуды іске қосыңыз, Блан Лорд. Қара мамбаның штаб-пәтерін бұзыңыз. Барлық құралдарды қатырыңыз. Және олар әр жалдамалыға жаңа тапсырма жіберді. 3 секундтан кейін Wi-Fi шифрланған коммуникаторы қатты дірілдей бастайды. Және ол ғана емес, дәл осы сәтте 300-ден астам максималды сыйақы. Бүкіл Ву отбасын жойыңыз. Бірінші кезектегі мақсаттар Виктор мен оның әкесі Уоррен. Клиенттің кодтық аты Құдай. Сыйақы 1 миллиард долларды құрайды. Бонустық шарт. Уорреннің басын кескен адам Қара мамбаның келесі көшбасшысы болады. Қазіргі көшбасшы У патшасын Құдай 50 миллиард долларға сатып алған. Ұйымның атауы Құдайдың қаһары деп өзгертілді. Деп күбірледі Випер және оның дүниетанымы құлдырады. Ол ешкімнің жалдамалы кісі өлтірушілердің бүкіл ұйымын сатып ала алатынын елестете де алмады. Сенбейсің бе? Олай болмаса, банктік шотыңызды тексеріңіз. Сәлемдесу сыйлығы ретінде мен әрбір тірі өлтірушіге 1 миллион доллар жібердім. Випердің телефоны дірілдеп тұр. Шотты толтыру туралы хабарлама. 1 миллион доллар. Осы кезде Випердің Натанға деген көзқарасы толығымен өзгереді. Енді оның бойында қорқыныш емес, фанатикалық берілгендік бар. Б. Бастық. Маңдайымен еденге қатты соққаны сонша, еден дірілдеп тұр. Мен соқыр болдым. Мен сен үшін оттан өтемін, бастық. Әлгі кәрі ит Уоррен. Мен оны дәл қазір өлтіремін. Сенің қолың жоқ. Сен пайдасызсың. Маған балас қажет емес. Випердің беті күл сұрға айналады. Бірақ Натан үнін өзгертеді. Менде таблетка бар. Оны қабылда, сонда қолың қайта өседі. Оның үстіне сенің күшің 3 есе артады. Бұл регенерацияға арналған таблетка. Жүйелік дүкенде 50 миллион. Бірақ таблетка уланған. Сізге 3 ай сайын антидот қабылдау қажет болады. Егер сен маған опасыздық жасасаң, мен оны қабылдаймын. Випер, ойланбастан, таблетканы алып, оны толығымен жұтып қояды. Содан кейін мүмкін емес нәрсе болады. Випердің кесілген білегіне жаңа ет жинала бастайды. Қан тоқтайды. Жара жазылады. Қол қалпына келеді. Керемет, бұл керемет. Випер жылап жатыр. Натан бұрылып, ғимараттың шетіне қарай жүреді. Мәйіттерді алып тастаңыз. Мен ертеңгі жаңалықтарда атыс туралы бірде-бір хабардың көрсетілгенін қаламаймын. Және оны бәріне жеткізіңіз. Ву отбасы, мен асықпаймын. Олардың барлығын бірден өлтірмеңіз. Алдымен оларды қаржыландырудан айырыңыз. Содан кейін барлық байланыстарды үзіңіз. Соңында мен олардың Шен Групп штаб-пәтерінің алдыңғы кіреберісінде тізе бүгіп, өмірлерін сақтап қалуын өтінгенін қалаймын. Бірақ олардың өлуіне жол берілмейді. Иә, сэр. Бүгін кештен кейін Ву отбасы жер асты әлемінен мәңгілікке жойылады. Натан 30 қабатты ұшып өткеннен кейін ғимараттың төбесінен секіреді. Ауада ол жаңадан сатып алынған гравитацияға қарсы планерді іске қосады. Және түнде жоғалып кетпес бұрын алып, қара жарғанат сияқты қараңғыда қалықтайды. Жарты сағаттан кейін Сирена сарайы. Барлық жерде шамдар жанып тұр. Қонақ бөлмеде Сирена жастығын құшақтап, диванға бүгіліп қалды. Теледидар қосулы, бірақ ол оны көрмейді. Оның жанында ұйықтап жатқан кәмпит бар. Оның бетінде әлі де көз жасының іздері бар. Натан, өтінемін, өзіңе қамқор бол. Сирена үнсіз дұғада алақандарын бүгіп тұр. Осы кезде саусақ ізімен ашылған есік қоңырауы соғылады. Үйге қош келдіңіз. Сирена диваннан секіріп түсіп, аяқ киімін де тақпай, жалаң аяқ есікке қарай жүгіреді. Есік ашылады. Кешіріңіз, мен кешігіп қалдым. Түнгі базардың жанынан өтіп бара жатып, шаяндарға қызмет көрсететін тамаша орын таптым. Мен біразын сатып алдым. 13 дәмдеуіш. Натан, Сирена есінен танып, Натанның белінен ұстап, оның құшағына асығады. Оның көз жасы оның көйлегіне әп-сәтте сіңіп кетеді. Сен қайда болдың? Менің қалай уайымдағанымды білесің бе? Мен тікұшақтарды естідім. Мен ақымақ деп ойладым. Мен саған айтпадым ба? Тек кейбір қоқыстармен күресу керек болды. Ол терезеден аспанға қарап тұр. Күн күркіреген, бұлттар сейіліп, жарқыраған толық ай пайда болды. Бұдан былай Ривер Ситидегі түн менікі. Сені енді ешкім ешқашан ренжітпейді. Натан, сен шынымен кімсің? Натан еңкейіп, көзінің бұрышындағы көз жасын сүйіп сүртеді. Мен сенің өте бай адамыңмын және сенің рыцарыңмын. Сонымен бірге Ривер Ситидің арғы жағында, Ву отбасының сарайында, Ву корпорациясының төрағасы Уоррен өз кабинетінде отырып, жақсы жаңалықты тағатсыздана күтуде. Неге жауап жоқ? Бұл пайдасыз жылан не істеп жатыр? Уоррен темекісін күл салғышқа ұсақтап жатыр. Кенет кеңсенің есігі ашылып қалды. Бөлмеге сүрініп бара жатқанда, беті қорқыныштан ағарған Батлер жүгіріп келеді. Үй иесі қорқынышты нәрсе болды. Неге үрейленіп тұрсың? Аспан бізге құлап жатыр ма? Әлде бірдеңе ме? Уоррен ырылдап жатыр. Дірілдеген қолдары бар Батлер оған планшетті созады. Аспан шынымен құлады. Қараңызшы, қараңғы желіде біздің отбасы мүшелерінің басына сыйақы төлеу туралы хабарландырулар пайда болды. Біздің акцияларымыз енді ғана құлдырады. Примаркте әрбір акция 90%-ға арзандады және бірден 10 шақты ірі акционер оларды сатып алуды талап етті. Не болды? Уорреннің қолында планшет бар. Экранға бір қараған кезде оның басы айнала бастайды. Ол жөтеліп, аузынан қан ағып жатыр. Оның үлкейтілген суреті Даркнеттің басты бетінде ілулі тұр. Оның астында қан қызыл жазуы бар. Жаһандық аңшылық. Мақсат бүкіл Ву планы. Сыйақы 1 миллиард долларды құрайды. Кім? Мұны кім жасады? Уоррен өліп бара жатқан жануар сияқты айқайлайды. Осы кезде оқу бөлмесінде қоңырау соғылады. Белгісіз нөмір. Уоррен дірілдеген қолдарымен телефонды алады. Арғы жағында модулятор бұрмалаған, бірақ әлі де қансырап тұрған дауыс естіледі. Қайырлы кеш, төраға. Мені өлтіру үшін Қара мамбаны жалдағаныңызды естідім. Кешіріңіз. Енді Қара мамба маған бағынады. Соңғы түніңізден рахат алыңыз. Ертең таңертең Ву отбасының ақыры келеді. Байланыс үзіледі. Телефон Уорреннің қолынан сырғып кетті. Ол орындыққа құлап түсті. Көзі бос қалды. Терезенің сыртында бір кездері Ву империясына тиесілі жарқыраған шамдар қазір тозаққа апаратын жолды жарықтандыратын шамдарға ұқсайды. Ривер Сити әдетте таңертең бос емес және тыныш болады. Бірақ бүгінде бүкіл қала тұншықтырғыш
ессіздікке толы сияқты. Мұның бәрі кеше түнде қараңғы желіде марапатқа ие болған Құдайдың қаһары деп аталатын жұмбақ ұйымнан басталды. 1 миллиард доллар. Шағын компанияның жартысын сатып алуға жетеді. Ел және бұл бүкіл жер асты әлемін ашуландырды. Ву корпорациясының штаб-пәтері бір кездері Ривер Ситидің шексіз билігінің символы болған бұл шыны зәулім ғимарат қазір толығымен қоршалған. Бірақ қақпаның алдына жалақыны көтеруді талап ететін тілшілер мен жұмысшылар жиналған жоқ. Бұл бейтаныс адамдар тобы. Олардың көздері қатал және күртешелерінің астында күдікті дөңес бар. Жоғарғы қабат. Төрағаның кеңсесі. Уоррен бір түнде 10 жасқа толған сияқты. Ол $1 миллион қызғылт ағаштан жасалған креслосында шашы шашыраңқы, көздері қанға боялған, спутниктік телефонын қолына ұстаған. Сәлеметсіз бе? Мэр, бұл менмін. Уоррен, мен көп нәрсе сұрамаймын. Мені қорғау үшін біреуді жіберіңізші. Не? Жаман белгі. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Уоррен спутниктік телефонды терезеден лақтырып жатыр. Бам. Оқ өтпейтін әйнек астында жиналған құмырсқа тәрізді фигуралар тобын көрсететін жарықтармен жабылған. Осы кезде сыртынан қызыл ағаштан жасалған ауыр есік ашылып тұр. Кірген кісі өлтіруші емес, оның хатшысы. Дәл қазір оның кез келген бұйрығын орындайтын бұл әйел мүлде эмоциясыз болып көрінеді. Және қолында картон қорапты ұстайды. Төраға, міне, сіздің отставкаға кету туралы өтінішіңіз. Хатшы қағазды Уорреннің бетіне лақтырып жібереді. Мен оны сіз үшін басып шығардым. Иә, және бүкіл қаржы бөлімі жұмыстан шықты. Сіз бүлік шығаруға батылсыз. Мен төрағамын. Мен әлі өлген жоқпын. Төраға, армандауды доғар. Ву корпорациясының акциялары қазір дәретхана қағазына қарағанда арзанырақ. Банктер барлық активтерін тоқтатты. Тек коммуналдық қызметтер үшін. Сіз 3 айға төлеуіңіз керек. Сіз жаяу ауыртпалықсыз. Сізді төраға ретінде кім таниды? Хатшы бұрылмай кетіп қалады да, жол бойында үстелден үлкен алтын қалам ұстағышты алып кетеді. Қайтып кел, менің қалам ұстағышымды орнына қой. Уоррен айқайлап, оның артынан асығуға тырысады. Бірақ оның жолын екі үлкен күзетші жауып тастайды. Бұл оның ең жақсы долларға жалдаған адамдары. Олардың бірі сағыз шайнап жатыр. Күш қуатыңды сақта, төраға. Біз мұнда біреу бізге көбірек ақша төлегендіктен ғана келдік. Біздің міндетіміз сенің артыңнан еріп, өзіңе зиян тигізбеу. Кім? Бұл кім? Оқағарлар үндемейді. Олар жай ғана шетке шегініп, өткелді құрметпен босатады. Дәліздің соңында жайбарақат аяқ дыбыстары естіледі. Былғары аяқ киім мәрмәрді басып жатыр. Әр басқан қадамы анық және анық естіледі. Өкшенің әр басқан дыбысы әке мен баланың жүрегіне жол табады. Таңға жайып, талғампаз әйелмен қол ұстасып тігілген көк түсті костюм киген жас жігіт кабинетке осы жердің қожайыны сияқты кіреді. Оның артынан костюм киген кәсіпқойлардың шағын армиясы келеді. Олардың әрқайсысының қолында портфелі бар. Олар компанияны басып алу үшін толыққанды команда сияқты. Қайырлы таң, төраға. Нейтан кеңсеге кіріп, сәнді ортаға қарап, Уорреннің бозарған жүзіне бір қарап тоқтайды. Бұл Ривер Ситидегі ең бай адамның кеңсесі. Қандай да бір жаман дәм. Нейтан абайсызда үстелден құрбақаның алтын мүсінін алып, оны жиіркенішпен алақанына өлшеп, қоқыс жәшігіне тастайды. Арен оның алдындағы нағыз адамға соншалықты жек көрушілікпен қарайды. Ол сөзбе-сөз ағып кетеді. Натан, бұл сен едің. Сен марапатты жарияладың. Сен жынсың. Саған не керек? Бұл шараны тіпті өлтірушілер де біледі. Сенің істеп жатқан ісің заңсыз. Натан, Сирена орындығын көтеріп, үстелдің шетіне жалқау сүйенеді. Сен кеше түнде мені өлтіру үшін өлтірушілерді жібергенде, сен заң туралы ойладың. Мен үшін ережелер бар, ал сен үшін ережелер жоқ. Натан саусақтарын қағып жатыр. Адвокаттардың бірі алға шығып, портфелін ашып, қалың үйілген құжаттарды алып, Уорреннің алдына қояды. Төраға, өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Мен Натанның бас адвокатымын. Бұл активтерді Ву корпорациясына беру туралы толық келісім шарт. Біздің есептеулеріміз бойынша, қазіргі уақытта Ву корпорациясының $23 миллиард қарызы бар. Форс-мажорлық жағдайларға байланысты компанияның қазіргі құны -5 миллиардты құрайды. Барлық ережелерге сәйкес, компания банкроттық рәсімінің бөлігі ретінде таратылуы керек. Дегенмен, менің клиентім Натан оны мейірімділікпен сатып алуға дайын. Сатып аласың ба? Сіз қанша ұсынасыз? Егер сіз марапаттан бас тартсаңыз, мен сізге бүкіл компанияны беремін. Натан күлімсіреп, саусағын көтереді. 100 миллиард. Натан басын шайқайды. 10 миллиард. Уоррен тістерін қайрайды. Натан тағы да басын шайқайды. 100 миллион. Уорреннің жүрегі өкшесіне құлады. Натан күлкісін тоқтатады. Ол қалтасынан тиынды шығарады. Бұл көптеген жылдар бойы айналымнан шығып келе жатқан, тот басқан 1 центтік монета. Звак. Монета үстелдің үстінде айналып, өткір, сықырлаған дыбыс шығарады. Ол ақыры Уорреннің алдына түседі. 1 цент. Ву отбасы салған барлық нәрсенің үш ұрпағы үшін. Бұл ғимаратта, әрбір мүлікте, әрбір көлікте, сіздің атыңызға жазылған әрбір акцияда, тіпті арқаңызда тұрған костюмде де Уоррен қан түкіріп, үстелді қағып жатыр. Бұл шектен шыққан. Мен саған бергеннен гөрі, бәрін өртеп, қайыршыларға бергенді жөн көремін. Мынаны өртеп жібер. Натанның көзі мұздап кетті. Жүр, байқап көр. Бірақ еске салайын. Төменгі қабаттағы 3000 аңшы мазасыздана бастайды. Егер мен оларды тірідей қолға түсіру туралы бұйрықты алып тастасам, олар ішке кіргенде не болады деп ойлайсың? Уоррен қатал болып барады. Әке, қол қойыңыз. Мен өмір сүргім келеді. Мен өлгім келмейді. Виктор мүлдем шыдай алмай, Уорренге қарай жорғалап, оның аяғын басып, мұрнын иіскеп, көз жасы жан-жаққа ағып жатыр. Ұлының аянышты жағдайына қарап, Уорреннің көзіндегі соңғы жарық сөніп қалады. Уоррен дірілдеген қолымен қаламды алады. Натан, сен мейірімсізсің. Қаламы қағазға тиген сәтте жанының оны тастап кеткенін сезеді. Оның бүкіл өмірінің империясы бір кездері елеусіз деп есептеген адамға жеткізуші балаға 1 центке сатылды. Сирена, сыйлығың ұнады ма? Нейтан, қол қойған келісім шартты алып, оны тікелей Сиренаға береді. Сиренаның қолында ауыр құжат бар. Бұл шен отбасын құртып жіберер жаздаған корпорацияның титаны еді. Ал қазір дәл солай. Бұл оның қалтасында. Натан, бұл тым көп. Сирена ұйықтап жатқан сияқты. Ей, біз отбасымыз. Есеп жүргізудің қажеті жоқ. Сонымен қатар, мен бұл қоқыс шығаратын компанияны басқаруға ерінемін. Бұдан былай сіз Ву корпорациясының басқарма төрағасысыз. Шын мәнінде, жоқ, ол қазір Шен Групп деп аталады. Ол бірінші еншілес компания. Нейтан барар, жері жоқ қаңғыбас итті жұбатқандай Уорреннің иығынан сипады. Жарайды. Бұл өрнекті бетіңнен өшір. Мәмілені тойлау үшін мен екеуіңді де дүкенге апаруды шештім. Тағы қандай тәжірибе бар? Уорреннің жаман сезімі бар. Дүкенге бару. Натан саусақтарын қағып жатыр. Жүйе ультрабайларды қорлау үшін сауда режимін іске қосады. Максималды қанағаттануға қол жеткізуге байланысты оқиға желісі ашылды. Тапсырма алынды. Бұрынғы ең бай адамды дүкенге апару үшін шарттар. Ву отбасы әрқашан қалаған, бірақ сатып алудан тартынған барлық нәрсені сатып алып, оларды сөмкелерін алып жүруге мәжбүр етіңіз. 1 сағаттан кейін
әлемдегі ең жақсы көліктері бар River Cityдегі ең үлкен автосалонда жандану бар. Бұрын Виктор мұнда өзін көрсетуді ұнататын, бірақ оны бірнеше миллион доллар тұратын бастапқы деңгейдегі модельдерді ғана көруге батылы барды. Залдың ортасындағы 120 миллион долларлық Bugatti-ге келетін болсақ, ол оған қол тигізуге де батылы бармады. Бірақ бүгін ол мұнда сөмке тасушы рөлінде. Виктор жыртылған жейдесін киіп, терлеп, Натанның артынан тоқиды. Уоррен мойынсұнғыш қызметші сияқты басын төмен түсіріп, артынан жүгіреді. Виктор, бұл көлік сізге таныс сияқты. Натан түсіністікпен күліп, Bugatti-ге нұсқайды. Мен сенің әкеңнен 6 ай бойы оны сатып алуды өтінгеніңді естідім, бірақ ол ешқашан келіспеді. Виктор жұтып қойды. Оның көзінде сағыныш пен қызғаныш бар. Иә, саған ұнай ма? Иә. Содан кейін мұқият қараңыз. Натан көлікке жақындап, капотты қағып жатыр. Өйткені енді сен оны түсінде ғана айдайсың. Сосын Натан автосалон менеджеріне бұрылады. Сатып алуды рәсімдеңіз. Толық сомаға. Сынақ дискісі жоқ. Маған кілттерді беріңізші. Иә, сэр. Менеджердің қолдары толқудан дірілдеп тұр. Натан кілттерді алып, Виктордың аң-таң болған көзқарасының астына абайсызда артындағы пышаққа лақтырып жібереді. Пышақ, бұл көлік қазір сенікі. Оны қазірден бастап азық-түлік дүкеніне апарыңыз. Мына бұзылған фургонға мінуді доғар. Бұл ұят. Бүкіл көрме залы қатып қалды. Азық-түлік тасымалдайтын 120 миллион долларлық Bugatti көлігі оққағарға кетті. Блейд кілттерін қолына ұстайды. Бетінен жас ағып, тізесіне құлады. Бастық, сен мен үшін бәрісің. Бұдан былай менің өмірім сенікі. Виктордың ішінде бәрі бұрынғыдан да кішірейіп барады. Оның армандаған көлігі жаңа ғана бұрынғы көшедегі қарақшыға берілді. Бұл кішкентай нәрсе сияқты. 1 минут күте тұрыңыз. Біз әлі біткен жоқпыз. Натан жүре береді. Бұл Rolls-Royce сатылды. Ал Ferrari, La Ferrari. Түсі тым ашық. Оны қара түске боя. Міне, сол Aston Martins. Менің компаниямдағы әрбір тазалаушы әйелге жұмысқа баруды жеңілдету үшін бір-бірден небәрі 30 минуттың ішінде Натан бүкіл дилерлік орталықты аралап шығады. Жалпы шығын 800 миллион долларды құрайды. Уоррен мен Виктор оның артынан тоқиды. Олардың қолдары сәнді көліктердің сыйлық сөмкелерімен, көлік қақпақтарымен және парфюмериямен жарылып жатыр. Екі айдалған иттей шаршады. Натан картаны сырғытқан сайын олардың жүректері қатып қалады. Натан, өтінемін, сатып алуды доғар. Біз қателестік. Оны тезірек бітіріңіз. Уоррен шыдай алмай жылап тізерлеп құлады. Натан тоқтап, әкесі мен ұлына бұрылады. Тезірек бітіріңіз. Сен мені отбасынан қуып шығарып, күн күркіреп, тамақ тасуға қалдырғаныңда, сен оны тез бітірдің. Натанның көзі мұздап кетті. Мен саған өмір сұрайын деп едім, бірақ өлуге жол бермеймін дедім. Блейд, мына екеуін полиция бөлімшесіне апар. Бастығыңа айт. Оларды сәнді камераға отырғызып, олармен бірге болу үшін мейірімді тұтқындар тауып ал. Мен Виктордың терісі өте тегіс екенін естідім. Ол танымал болуы керек. Түсіндім. Уайымдама, Виктор, мен оның қалай жұмыс істейтінін білемін. Блейд күлімсіреп, Вудың әкесі мен баласын картоп салынған қаптардай сүйреп апарады. Жоқ, Натан, сен мұны істей алмайсың. Біз отбасымыз дерлік. Мен қателестім. Виктордың шарасыз айқайы көрме залында жаңғырып, содан кейін бірте-бірте басылады. Ву отбасын аяқтағаннан кейін Натан терең тыныс алады. Бірдеңе дұрыс емес пе? Бақытсыз ба? Сирена оған жақындап, қолын ақырын ұстайды. Жоқ, сәл қызықсыз. Натан терезенің сыртындағы адам көп жүретін көшеге қарайды. Ву отбасы тым тез құлап кетті. Ешқандай қиындық жоқ. Сирена күліп тұр. Егер сенің бұл сөзіңді басқа біреу естісе, сені өлтірер еді. Бұл Ву отбасы еді. Олар бұл қаланы басқарды. Аспан өзгерді. Натан оның қолынан ұстайды. Кеттік. Мен саған бірдеңе көрсеткім келеді. Не болды? Сіздің жаңа кеңсеңіз Ву корпорациясы ғимаратының жоғарғы қабатында орналасқан. Ол жерден көрініс керемет. Романтикалық әңгімелесу үшін өте қолайлы. Олар кетуге дайындалып жатқанда Натанның телефоны шырылдады. Нөмір шифрланған. Оны іздеу мүмкін емес. Натан сәл қабағын түйіп, телефонға жауап береді. Екінші жағынан, ондаған жылдар бойы билікте болған адамның қартайған, бірақ үстем дауысы естіледі. Жас жігіт, сіз River Cityде көп шу шығардыңыз деп айту керек. Натан көзін қысып тұр. Сен кімсің? Менің кім екенім маңызды емес, дейді қарт жайбарақат. Ең бастысы, сен отбасыңды ренжіттің. Уоррен түкке тұрғысыз ит болуы мүмкін, бірақ ол әлі де менің итім. Итті теппес бұрын қарғыбауды кім ұстап тұрғанын тексерген жөн. Әй, иесі пайда болған кезде итті тепкен жөн. Демек, сен де сыйлық алғың келе ме? Натан қорқыныш танытпайды. Шамасы, ол тіпті шабыттанып кеткен сияқты. Ақыры нағыз жау пайда болды. Марапат, мен ондай дөрекі ойын ойнамаймын. Қарттың даусынан мазақ естіледі. Жас жігіт, сенің ақшаңда кейбір дағдыларыңда бар шығар. Бірақ нағыз күштің алдында ақша бұл жай ғана сандар. Ал күш бұл жай ғана дөрекі күш. Мен елордадағы Лу отбасының менеджерімін. Менің жас қожайыным сенің иелігіңе қатты қызығады. Өте бай жүйеме, әлде сіздің ауадан ақша жасау қабілетіңіз бе? Натанның қарашықтары кенет тарылып барады. Олар жүйе туралы біледі. Кішкене кеңес деп жалғастырады. Қарт, 3 күннен кейін Лу отбасы Ву империясының қалдықтарын алу үшін River Cityге адамдарды жібереді. Бұл орын алған кезде мен сізге ақылды болуға және бар нәрсені беруге кеңес беремін. Әйтпесе, сіз нағыз үмітсіздіктің не екенін түсінесіз. Байланыс үзіледі. Натан қолында телефонмен қатып қалады да, ұзақ уақыт үнсіз қалады. Лю отбасы Астанадан, елдің нағыз билеуші әулеті, бүкіл елдің экономикалық тамырларын бақылайтын аңызға айналған күш. Лю отбасымен салыстырғанда, Ву отбасы кішкентай ғана бипод болды. Ең сорақысы, олар бұл жүйе туралы білетін сияқты. Натан, не болды? Бұл кім болды? Сирена бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, үрейлене сұрайды. Натан есін жиды. Оның көзіндегі мұңды әп сәтте одан бетер қаһарлы ұрыс қызуымен алмастырады. Ештеңе емес, өзін тым көп елестететін әлде бір қарт адам. Натан телефонын қалтасына салып, солтүстікке Астанаға қарайды. Сирена, біздің демалысымыз біткен сияқты. Бұл ойынның келесі раунды шиеленісті болуы мүмкін. Жүйе таңға ойша жүгінеді. Анықталды. Ойыншы жаһандық ауқымдағы дағдарыстың хабаршысына тап болды. Жүйені жаңғырту миссиясы іске қосылды. Байлардың гүлденген кезі. Миссияның мақсаты Лу отбасы келгенге дейін барлық активтерді, қуатты, жауынгерлік қуатты және байланыстарды егемендік деңгейіне дейін арттыру. Қазіргі марапат Future Tech қару-жарақ зауытының сызбасы. Бір көшірме. Өлім сарбазының шақыруы. Генетикалық түрлендірілген 100 сарбазды жұмысқа қабылдау. 24 сағат бойы шексіз ақша ағыны режимі. Барлық шығындар сомасына қарамастан шегерілмейді. Оның орнына әрбір сатып алу үшін 2 еселенген сома қайтарылады. Үшінші марапат туралы естіген Натан күледі. Жабайы, шектеусіз күлкі. Мүлдем ессіз күлкі. Шексіз ақша ағыны, 2 есе жеңілдік. Лу отбасы білдіреді.
экономикалық соғыс ойнағыңыз келе ме? Сонда мен сіздің қымбат капиталыңызды ақшамен жарып жіберемін. Натан Сиренаның қолынан ұстап, жаңа ғана сатып алған Бугаттиге қарай бет алды. Кеттік. Жұмсайтын кез келді. Мен бүгін кешке бүкіл қаланың жөні 2 есеге арттырамын. Цезарь сарайының круиздік кемесі. Бұл Сенчури қайырымдылық гала концертінің орны. Бұл бір қарағанда қайырымдылық, бірақ шын мәнінде бұл батыс астанасы мен жергілікті элита арасындағы билік үшін күрес. Ұйымдастырушы Ротшильдтер отбасы, ал бірлесіп ұйымдастырушы астаналық Люйл отбасы. Ауқымы жағынан бүгінгі іс-шара бұрынғылардың бәрінен асып түседі. Қонақтардың арасында енді Ривер Ситиден келген шағын бизнесмендер емес, Уолл-стрит титандары, еуропалық ақсүйектер және елдің ең ықпалды отбасыларының мұрагерлері бар. Натанның қара қоныши 9 қызыл кілемнің соңында тоқтаған кезде көптеген камералар жыпылықтайды. Натан көліктен Сиренамен қол ұстасып шығады. Екеуі де инемен киінген. Бүгін ол Натанның өзі жасаған Starlight көйлегін киіп жүр. Ол ойын валютасымен алуға болатын болашақ материалдардан тігілген. Қозғалыс кезінде етегі бүкіл галактика матаның үстінен ағып жатқандай жарқырап, залдағы барлық Голливуд актрисалары мен әлеуметшілерін бірден басып қалады. Міне, ол Натан. Мен оның 6-шы буын қозғалтқышын құрастырғанын естідім. Бұл шынымен рас па? Ол Ротшильдтердің де, Лу отбасының да жолын кесіп өтті. Бүгінгі кеш мереке ретінде жасырылған тұзақ болуы мүмкін. Сыбырлар басылмайды. Натан олардың барлығын елемей, Сиренаны тікелей бал залына апарады. Зал алтынмен жарқырайды. Бірақ оның дәл ортасында қарулы шетелдік оққағарлармен қоршалған, қызыл матамен қапталған үлкен демонстрациялық платформа тұр. Бұл бүгінгі кештің басты финалы. Бүйірден салқын дауыс естіледі. Олардың қасына дәстүрлі жібек күрте киген орта жастағы жігіт келіп, қолына 2 темір шарды домалатып жатыр. Оның артынан жек көрінішті жүзі бар Лендон мен Натан жаңа ғана қорлаған Генри келеді. Бұл адам отбасындағы екінші адам. Лендонның ағасы күлімсіреген жолбарыс ретінде белгілі. Люциус, Натан, мен сені көп естідім. Люциус сәл жымиып, мазақ етіп, тағзым етеді. Мен Люциуспын. Менің түкке тұрғысыз жиенім. Сіздің Уивер Ситидегі қонақжайлылығыңыздан толық ләззат алғанын естідім. Қонақжайлылық бұл тым үлкен сөз, деп Натан құрғақ жауап береді. Мен оның көлігін жөндеп, жол бойында әдептілікке үйреттім. Лендон алға ұмтылды. Бірақ Люциус оны ұстап тұрды. Жас жігіт, өткір тіл. Бұл жақсы, бірақ кейбір нәрселерді тек сөзбен қорғау мүмкін емес. Люциус демонстрациялық платформаны көрсетіп тұр. Бүгінгі аукционды Генри сіз үшін арнайы ұйымдастырды. Әмияныңыз тіліңізде берік деп үміттенемін. Үшеуі де түсініп, күліп, VIP аймаққа қарай бұрылады. Олар не істеп жатыр? Сиренаның көңіл күйі нашар. Олар не істеп жатыр? Натанның көзқарасы суып бара жатыр. Олар бүгін бір тиын да үйге апармайды. Салтанатты кеш басталады. Көп сөйлегеннен кейін басты оқиға аукцион басталады. Алғашқы бірнеше лоттар зергерлік бұйымдар мен картиналар қымбат. Бірақ Натан лоттардың ешқайсысына бәс тікпейді. Ол үлкен финалды күтіп отыр. Ақыры Генри сахнаға шығады. Оның жүзі кек алуды күтіп, жарқырап тұр. Көзі төменде Натанға қарайды. Бүгінгі соңғы лот империяның ұлттық қазынасы 100 жыл бұрын мұхиттың арғы жағында жоғалып кеткен. Ол қызыл матаны жұлып алып жатыр. Залдағылардың бәрі аң-таң. Витринада балшықпен жабылған, бірақ әлі күнге дейін зодиакалды субұрқақтың 12 басының бірі болып табылатын айбынды қолы айдаһар басы жатыр. Олардың ішіндегі ең жұмбақ осы уақытқа дейін қайда екені белгісіз. Бұл айдаһардың басы біздің отбасымызға бір ғасыр бұрынғы қақтығыс кезінде соғыс олжасы ретінде берілді. Генри әдейі соғыс олжасы деген сөзге баса назар аударады. Бұл залдағы империяның әрбір азаматы үшін бұл нағыз қорлық. Бастапқы бағасы $1 миллиард. Ең төменгі мөлшерлеме $100 миллион. Генри Натанға күлімсіреп қарайды. Натан, мен сенің патриот, кәсіпкер екеніңді естідім. Енді мұны дәлелдеуге мүмкіндігің бар. Егер сіз оны сатып алмасаңыз, ертең бұл айдаһардың басы мұражайға жіберіледі. Онда ол шығысты жаулап алудың мәңгілік куәсі болады. Көрермендер ренжіді. Бұл ұят емес. Бұл тонау. Бұл бәрімізді шапалақпен ұру. Барлық көздер Натанға бағытталған. Бұл үмітсіз жағдай. Егер ол сатып алса, ол батыс капиталының пайдасына ақша сорылатын сауын сиырға айналады. Егер ол бас тартса, ұлттық қазына мәңгілікке масқара болады. Люциус бір жаққа күледі. Натан, сен неге үндемейсің? Сенің шексіз ақшаң қайда? Сенің патриотизмің қайда? Тек қорқақ деп айтпа. Натан ақырын аяғынан тұрып кетеді. Ол костюміндегі түймелерді реттеп, Генриге жайбарақат қарайды. $1 миллиард. Натан белгіні көтереді. Мен $100 миллиард ұсынамын. Өлім үнсіздігі. $100 миллиард. Тіпті Генри де қатып қалады. Ол Натаннан бірнеше ондаған миллиардты ғана сығуды жоспарлады. Бірақ бұл адам оны онға көбейтті. Натан, сен жындысың. Сирена оның жеңінен тартып жатыр. Бұл олардың тұзағы. Егер сіз оларға ақша берсеңіз, олар бәрін қайтарады. Демалыңыз. Натан оның қолынан сипады. Олар ақшаны ала ма? Жоқ па? Бұл оларға байланысты емес. Сахнада Генри есін жиып, жүрегі қуанышпен соғып тұр. $100 миллиард мен отбасылық дағдарыс жай ғана шешілмейді. Олар үлкен пайда табады. $100 миллиард. $100 миллиард 2 сатылды. Генри балғамен ұрудан тартынбайды. Натан, ақшаны дереу аударыңыз. Біз тек Swift жүйесі арқылы жедел төлемдерді қабылдаймыз. Ол қазірдің өзінде тұзақ құрып қойған. Натанның қаражаты Swift жүйесіне түскеннен кейін, Генри ақшаны жымқыру үшін өзінің рұқсатын пайдаланады. Содан кейін ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарға сәйкес транзакцияны тоқтатады. Сайып келгенде, қазына да ақшаны қайтаруда жоқ. Тамаша тонау. Натан өзінің қара картасын алып, оны қызметшіге береді. Үлкен экран аударма интерфейсін көрсетеді. Аудиториядағылардың барлығы осы астрономиялық соманың аударылуын күтіп, тынысы тарылып жатқан сәтте, экран кенет жыбылықтап, қан қызылға айналады. Ескерту, транзакция орындалмады. Қате коды 404. Сіздің банкіңіз сіңіп кетті. Не болды? Генри абдырап қалды. Жұтылды деген нені білдіреді? Бұл Атлантикалық одақ банкі, менің отбасымның банкі. Натан төменгі қабатта қолын қалтасына салып, күлімсіреп тұр. Кешіріңіз, Генри, аукцион басталардан 1 минут бұрын бұл $100 миллиард ақш-тағы Атлантикалық одақ банкін жаулап алды. Қайталама нарық. Басқаша айтқанда, Натан картрейдерге нұсқайды. Мен өз ақшамды өз банкімнің бір бөлігі ретінде сол қалтамнан оң қалтама салып жатырмын. Ал сіз осы банктың бұрынғы акционері ретінде қазір ірі қаржылық алаяқтық және салымшылардың қаражатын жымқыру ісі бойынша тергеудесіз. Натан саусақтарын қағып жатыр. Бал залының есіктері айқара ашылады. Интерпол тәрізді жасақ кіріп келеді. Аға офицер қызыл хабарламаны көтереді. Генри Ротшильд, сіз нарықты манипуляциялағаныңыз, ақшаны
жылыстатқаныңыз және коммерциялық алаяқтық жасағаныңыз үшін қамауға алындыңыз. Не болды? Жоқ, бұл мүмкін емес. Генри полицейлердің оған жақындап келе жатқанын көріп, мүлде есінен танып қалады. Мен Ротшильдпін, менің иммунитетім бар. Люциус, мені құтқар. Люциус, ол Люциусқа бұрылады. Бірақ Люциус қазірдің өзінде тас бетімен отыр, креслода қатып қалған және қозғала алмай отыр. Өйткені ол бірнеше қызыл лазер нүктелерінің дәл көзінің арасына бағытталғанын сезеді. Көлеңкелі легион мергендері оны алып кет. Натан қол бұлғап тұр. Генри өлген иттей айдап бара жатыр. Айдаһардың басы сахнада қалады. Натан келіп, бір қолымен Айдаһардың ауыр қола басын көтереді. Соғыс олжасы. Натан есеңгіреп қалған шетелдік капиталистерге қарап, оның дауысы күн күркірегендей күркіреді. Бүгіннен бастап жағдай өзгерді. Бізге тиесілі нәрсенің бәрін мен қайтарамын. Бірінен соң бірі. Мен оны күшпен сатып аламын немесе аламын. Төмендегі қалың жұрт дүркіреген қол шапалақтап, қуанышты айғайлап жатыр. Сансыз кәсіпкерлер ашық жылап жатыр. Осы кезде олар өз-өзіне қол жұмсаған ғасырлық қорлық ақыры сыртқа шығады. Сирена сахнадағы адамға күш беріп қарап тұр. Оның көзінде адалдығы жарқырайды. Бұл оның бүкіл әлемге жалғыз өзі қарсы шығып, жеңіске жеткен адамы. Бірақ көрермендер қуанып жатқан сәтте, Натанның санасында алдыңғылардың ешқайсысына ұқсамайтын жүйелік ескерту естіледі. Табылды. Ойыншы ескі жүйені бұзушы жетістігін орындады. Жүйе соңғы жаңартуды жасап жатыр. Жаңарту аяқталды. Өте бай 3.0 жүйесі. Абсолютті егемендік режимі іске қосылды. Жаңа мүмкіндіктер қолжетімді. Ұшақ дүкені. Онда сіз қазір тек жердегі технологияны ғана сатып ала алмайсыз. Ғарыштық өркениеттің бірінші деңгейлі технологиясы қазір қолжетімді. Антиматериялық энергия, генді блоктайтын сарысу, кеңістікті бүктеу технологиясы, егеменді домен. Ойыншыдан 100 метр радиуста физика заңдарын өзгертудің абсолютті құқығы. Ауырлық күші 2 есе артады. Уақыт тоқтайды. 1 секунд. Соңғы миссия оқылды. Ескі тәртіпті жаһандық тазарту. Натанның көздері жаңа қабілеттер туралы оқығанда шиеленісіп жанып кетеді. Оның денесінен сонша энергия ағып жатқаны сонша, оның айналасындағы ауа айтарлықтай дірілдейді. Бұл жай ғана саверен. Дәл осы сәтте Люциус кенеттен аяғынан тұрып кетті. Ол Натанға қорқынышпен емес, қисық күлімсіреп қарайды. Натан, браво, шынымен браво. Люциус жақындаған сайын ақырын шапалақтайды. Бұл қауесеттің рас екенін білдіреді. Сенде бұл нәрсе шынымен бар. Біз сені тірі қалдырып, оны ақша басып шығару құралы ретінде пайдалануды жоспарладық. Бірақ қазір сен бақылаудан шығып кеттің. Люциус қара қашықтан басқару құралын шығарады. Оның не екенін білесің бе? Цезарь сарайының бүкіл круиздік кемесі 3 тонна сұйық жарылғыш затпен толтырылған. Түймені бір рет басқанда, қанша ақшаңыз болса да, қандай құпия технологияға ие болсаңыз да, бәрі бірден күлге айналады. Нейтан, жүйені қайтарыңыз, немесе кемедегі барлық таңдаулы адамдарға, соның ішінде сіз жақсы көретін әйелге де сізбен бірге түбіне жетуге рұқсат етіңіз. Қол шапалақтау әп сәтте басылады. Сирена бозарып барады. Сен жындысың, Люциус. Бұл кемеде жүздеген жазықсыз адамдар бар. Люциус күліп, басын артқа еңкейтеді. Ұлылық құрбандықты қажет етеді. Менде өте бай жүйе болғанша, бірнеше жүз адамның өмірі ештеңе емес. Тіпті 10 000 адамның өмірі оған тұрарлық. Натан, тізерлеп отыр. Өзіңдегі жүйеден құтыл. Немесе мен оны басамын. Люциус саусағын қызыл түйменің үстіне қояды. Нейтан оған спектакль қойып жатқан сайқы мазақ сияқты қарайды. Уақыт қатып қалды. Нейтан 4 сөзді сыбырлайды. Егемендік домені іске қосылды. Уақыт өтіп бара жатыр. 1 секундқа. Бүкіл әлем сұр түске боялып жатыр. Сілекей ауада қатып қалады. Қорыққан жүздер қатып қалады. Мұхит толқындары қатып қалады. Тіпті Люциустың бір түймені басқан саусағы да уақытында толығымен қатып қалады. Осы кезде Натан қозғалады. Ол Люциусқа сода үстінде жүргендей жайбарақат жақындап, қашықтан басқару пультін қолынан жұлып алады. Содан кейін білегін бұлғап, Люциустың бетінен үлкен соққымен ұрады. Уақыт өз жолына қайта оралады. Люциус жыпылықтап тұр. Ол енді қашықтан басқару пультіне ие емес. Содан кейін оның беті жанып тұрған ауырсынумен тесіледі. Ол айналмалы шың 3 толық айналым жасағандай орнында айналады. Аузынан қанмен бірге тістері шығып жатыр. Люциус бетінен ұстап, бірнеше метр қашықтықта тұрған Натанға үрейлене қарап, пультті абайсызда лақтырып жібереді. Сен кімсің? Адамсың ба? Әлде елессің бе? Сен мұны қалай істедің? Тіпті не болды? Натан қашықтан басқару пультін жұдырығымен ұстайды. Сынықта еденге құлап жатыр. Мен саған айттым. Бұл дүниеде мен құдаймын. Натан Люциустың қасына барып, бір кездері өзін қол тигізбейтін деп ойлаған адамға қарайды. Лу отбасының бас етін уақыты келді. Бұл кеме бүгін түнде суға батпайды. Бірақ Лу отбасының кемесі мұхит түбінде жатыр. Салтанатты кеш жалғасуда. Бірақ келесі әрекет шетелдік державалармен сөз байласқаны үшін сот процесі, кісі өлтіруге оқталу, қоғамдық орында бомба қою. Дәлелдер расталды. Айдаһар жалғыз. Оны шектен тыс лақтырып жібер. Иә, сер, Натан, сенің батылың жоқ. Мен Лу отбасынан шыққанмын. Менің ағам Сплеш. Судың үлкен массасы Люсиді тұтасымен жұтып, оның барлық қауіптерін тоқтатады. Су мұзды, түбі жоқ. Дәл қазір Натанның көзі сияқты. Ол солтүстікке қарайды. Лу отбасы соңғы картасын ойнады. Келесі аялдама ең үлкен қарызы бар Астана. Сирена оған жақындап, қолын қатты қысады. Оның алақандары әлі дірілдеп тұр, бірақ көздері қатты. Мен сенімен бірге барамын. Натан оның қолын қысып, Айдаһардың басына қарап, күшті бейнелейді. Жарайды. Біз қайтаратын нәрсе тек әділеттілік емес. Бұл да біздікі жаңа дәуір. Елордада күздің соңы мұңды және ойлы. Батыс төбелердің етегінде Лу әулетінің мүлкі орналасқан. Бұл кешен 3 әулеттің өрлеуі мен құлдырауының куәсі болды. Ол билік үшін сансыз шайқастарға төтеп берді. Ешқашан құламаған бұл орасан зор. Бірақ бүгін оның үстінде бұрын соңды болмаған қорқыныш толқыны болды. Аспанды қара бұлт басып тұр. Олардың төмен ілінгені сонша, оларға қол жеткізуге болатын сияқты. Лу отбасының басты залында, адалдық залында тұншықтырғыш шиеленіс орнады. Қазіргі патриарх. Бір кездері Астананы әр қадам сайын дүр сілкіндірген адам. Қарт Магнус өзінің үлкен емен креслосында отыр. Бірақ оның өмірінің жартысын қолында айналдырған екі жаңғақ шары оның қолынан шаңға айналды. Оның алдында тізерлеп отырған Лендон тұр. Ол жаңа ғана үйіне оралды. Залдың екі жағында 7-8 ер адам отыр. Олардың аурасы ұстамды, храмдары ісіп кеткен. Бұл адамдар Лю отбасының соңғы резерві. 18 қолөнерші. Олардың әрқайсысы ежелгі жекпе-жек өнерінің гроссмейстері. Атасы, ағасы Люциус балықты тамақтандыру үшін өзенге лақтырылды. Лендонды әлі де тоқтаусыз қалтырау соғып тұр. Магнус таяғын түсіріп жатыр. Жаудың рухын көтеріп, біздікіне нұқсан келтірген түкке тұрғысыз ақымақ. Магнус 80-нен асқанына қарамастан, мәйіттердің тауларында жасалған кісі өлтіру ниетінен қан әлі де суып тұр. Бақсы
қарсылық, бақсылық жоқ. Бұл жай ғана белгісіз озық технологияның бір түрі. Ол бөлмені сұңқар сияқты өткір көзқараспен айналдырады. Лу отбасы бұл Астанада 100 жылдан бері тұрады. Біз барлық дауылдарды бастан өткердік. Тіпті 100 жыл бұрынғы 8 мемлекеттің шапқыншылығы да бізді бұза алмады. Бұл бастаманы қайдан алды? Ол не істей алады? Менің бұйрығымды тыңда. Магнус таяғымен күшпен ұрады. Соққыдан едендегі плиткалар жарылып кетеді. Skynet қорғаныс жүйесін іске қосыңыз. Біз блокатордан 20 миллиардқа сатып алған лазерлі қорғаныс жүйесі. Ол қанатты зымырандарды ұстай алады. Барлық шеберлер, мені тыңдаңыздар. Қорғанысты өз аулаңызда ұстаңыз. Егер ол адам қақпадан бір қадамда асып кетсе, сол жерде өлтіріңіз. Магнустың көз алдында ессіз шешім пайда болады. Тіршілік иесін тыйым салынған аймақтан шығарыңыз. Егер ол арам ойнағысы келсе, мен оған нағыз құбыжықтың не екенін көрсетемін. Жаратылыс туралы айтқанда, барлық 8 гроссмейстердің жүздері бір уақытта өзгереді. Олардың көздерінде үрей, тіпті қорқыныш пайда болады. Дәл осы сәтте аспанда төмен гул естіледі. Бірақ ол күн күркірегендей емес. Керісінше, бұл төмен биіктікте атмосфераны қысып, дыбыстық бум шығаратын қуатты қозғалтқыштың дыбысы. Луа штатындағы барлық адамдар инстинктивті түрде сыртқа жүгіріп шығып, жоғары қарайды. Келесі секундта барлығының қарашықтары тарылады. Олар көзге көрінбейтін алып, қолдың соққысынан, бастарының үстінен жарылып кеткендей. Лу мүлкінің үстінде созылған қылыш тәрізді көмір қара кеме үнсіз қалықтап жүр. Ол аспанды өзімен жауып, астындағылардың бәріне үлкен көлеңке түсіреді. Пропеллерде реактивті қозғалтқыштар да жоқ. Ол жай ғана сол жерде ілулі тұр, қозғалмай, физиканың барлық заңдарын бұзады. Бұл Skyfall жүйелік дүкеннен сатып алынған жұлдызаралық шаттыл. Бюджеттік нұсқасы. Иә, бұл бюджеттік модель, бірақ бұл қарабайыр жерлестерді қорқыту үшін жеткілікті. Бұл не? Лендон жерге құлап түседі. Оның астында шалшық жайылып жатыр. Ол Натанның қаруы, ол бөтен, ол шынымен де бөтен. Магнустың да қолдары дірілдеп тұр. Бірақ ол соңғы демін алып, рацияға айғайлайды. Зениттік топ оқ жаудыр, оны құлады. Кешеннің айналасындағы сәндік жартастар бір-бірінен алыстап, 4 футуристік лазерлік мұнарамен 6 зениттік зымыран тасығыштың құлпын ашады. Аспанға жалын ұшып тұр. Жылумен басқарылатын 6 зымыран жоғары қарай ұшып, артында ұзын отты құйрықтарды қалдырып, қара әскери кемеге қарай ұшады. Олардың артынан кеменің қарнына бағытталған өлімге әкелетін жүздер сияқты ауаны кесіп өтетін 4 жоғары энергиялы лазер сәулесі келеді. Бұл Лю отбасының соңғы жекпе-жегі. Атыс күші заманауи бронды дивизияны жоюға жеткілікті. Дегенмен, осы апокалиптикалық даудың алдында қара кеме қалқандарында көтермейді. Мұрнында әлсіз көк жарқыл пайда болады. Жүйе бәрмені, физикалық шектеулерді айналып өтуді, кинетикалық басуды белсендіру мүмкін емес нәрсе болып жатыр. Дыбыс жылдамдығынан 3 есе жоғары жылдамдықпен ұшатын 6 зымыран от шашудан жанармай таусылғандай кемеден 100 метр қашықтықта кенеттен жылдамдығын жоғалтады. 1 секундтың ішінде олар ауада қалықтап, содан кейін тікелей төмен қарай құлайды. Зымырандар аулаға, бақшаға, сазан тоғанына соғылады. Жарылыстар Лю отбасының бүкіл әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесін жойып жіберді. 4 лазер сәулесіне келетін болса, олар айнадағы фонарлар сияқты кеменің корпусынан секіреді. 4 лазерлік мұнара өз сәулелерінің әсерінен лезде балқытылған темір бассейндеріне айналады. Бір оқпен 20 миллиард долларлық Лю отбасы өзін өзі жойып жібереді. Түтін сейілді, кешен қираған. Барлық жерде үйінділер мен стырсыған оққағарлар бар. Магнус адалдық залының кіреберісінде тұр. Оның беті шаң басып, көздері бос. Оның асыл Скайнеті жойылды. Мінекей біз. Сосын кеменің қарнындағы люк ақырын ашылады. 2 фигура 1000 метр биіктіктен секіреді. Парашютте, планерде жоқ. Таза еркін құлау. Олар жынды. Бұл өз-өзіне қол жұмсау. Шеберлердің бірі айқайлайды. Бірақ жерден 10 метр қашықтықта 2 фигура кенеттен инерцияны бұзып, баяулайды және шаң түйіршіктерін көтермей ақырын қонады. Бұл Натанның сиренасы. Натанның үстінде қара пальто және Ривер Ситиде киген кездейсоқ костюмі бар. Сиренада ресми ақ тактикалық костюм киген. Оның қолында айдаһардың басы бар қорап бар. Олар қираған кешеннің ортасында өлім әлеміне түскен құдайлар сияқты қатар тұрады. Магнус, ақыры сізбен танысқаныма қуаныштымын. Натан жоғарыда тұрған Магнусқа қарап тұр. Қария бір сәтте 10 жасқа толған сияқты. Натанның ерні сәл жымиып қисайып кетті. Бұл жаман жол емес, солай ма? Магнус қансырап, тұншығып тұрған Натанды нұсқап тұр. Натан, бұл Астана. Жеке үйге қарсы ауыр қару қолдануға батылыңыз бар ма? Бұл сатқындық, шабуыл. Натан иығын қиқаң еткізді. Ой, заңсыз қару ұстаған сіздің Лу отбасыңыз екені анық. Онымен күресе алмай, өздерін өзі жарып жіберді. Мен жай ғана көмекке асыққан бей-жай қарамайтын азаматпын. Натан саусақтарын қағып жатыр. Айдаһар жалғыз. Жазбаны қауіпсіздік бюросына жіберіңіз. Иә, сер. Айдаһардың дауысы айналада, бірақ естіледі. Жаңа ғана болған оқиғаның бәрі кеменің голографиялық камераларына жазылып қойған. Лу отбасы шынымен де бірінші болып оқ жаудырды. Содан кейін олардың зымырандары құлап, өз базасын жарып жіберді. Натан саусағын да қозғалтпады. Сен ұялмайсың. Магнус ашудан дірілдеп тұр. Лу отбасының істегенімен салыстырғанда бұл жай ғана гүлдер. Натанның жүзі суып бара жатыр. Ол бір қадам алға жылжиды. Ұстаздар, оны өлтіріңіздер, деп айқайлайды Магнус. Не болып жатқанын бақылап отырған 8 гроссмейстер бір-біріне қарап тұр. Натанның келбеті әрине қорқынышты болды. Бірақ олардың жауынгер ретіндегі мақтанышы оларға қандай да бір өлімші адамның шынымен де қол сұғылмайтынына сенуге мүмкіндік бермейді. Біз өлтірмейміз, жігіт, мақтанба. Темір құмды алақанды үлкен қария айқайлап, аяғының астындағы жерді жарып, зеңбірек добындай Натанға қарай ұмтылды. Темірдей қара 2 алақан өздерімен бірге өлім тынысын алып, Натанның бас сүйегіне құлады. Тасты жарып жіберетін соқты. Натан оған қарамайды да. Жүйенің ауырлық күшін 100 есе арттыру қабілеті. Тізерлеп, Натан 2 сөзді сыбырлайды. Әлі де ауада жүрген гроссмейстерді кенет көзге көрінбейтін тау басып қалады. Қарсылық та, мүмкіндік те жоқ. Оның денесі жан түршігерлік күшпен жерге соғылады. Тізерлеп отырған жоқ. Гүрілдеген дауыспен. Оның тізе қақпақтары әп сәтте дірілдеп ұшып кетеді. Жер құлап, кратер жасайды. Ол бетонға басылған жапсырма тәрізді түбіне жайылып кетеді. Ес-түссіз, өлі тыныштық. Қалған 7 гроссмейстер не болып жатқанына үрейлене қарап, орнында қатып қалады. Оның сөзі заң. Бұл қандай күш? Ол не? Құдай, басқа біреу бар ма? Натан жиналғандардың айналасына қарайды.
Мен бұл жерді мәйітханаға айналдыруға қарсы емеспін. 7 гроссмейстер бір-біріне қарап, содан кейін бұйрық бойынша артқа шегінеді. Содан кейін бұрылып қашып кетеді. Сен қалжыңдап тұрсың. Адам мұндай нәрсені жеңе алмайтыны анық. Намыс жақсы, бірақ мен өмірді таңдаймын. Пайдасыз. Бәрінде Магнус қорғаушыларының жүгіріп келе жатқанын көріп, соққыға жығыла жаздады. Осы кезде Натан баспалдақпен адалдық залына түсіп жатыр. Бірақ ішке кірмейді. Оның орнына ол Сиренаны шақыру үшін қимыл жасайды. Сирена, оны оған бер. Сирена алға шығып, чемоданды жерге қойып, оны ашады. Ішінде Айдаһардың керемет қола басы жатыр. Оның көзқарасы осы шіріген әулетті айыптайтын сияқты. Магнус, Натанның дауысы мұздай салқын. Бұл артефакт сіздің Лу отбасыңыздың құралы болуы керек еді. Оны шетелдіктермен бірге халқымызды қорғау үшін қолданар едіңіз. Мен оны қайтарып алдым. Мен оны осында қалдырамын. Бірақ сыйлық ретінде емес. Мен саған сабақ бергім келеді. Натан бір сатыға көтеріліп, Магнусқа төмен қарап тұр. Айдаһарларды сату емес, оқу керек. Лу отбасы бұл үйде тұруға лайық емес. Магнус Айдаһардың басына, сосын жақындап келе жатқан Натанға қарайды. Оның көзіндегі қорқыныш ақыры шарасыз ессіздіктен өзгереді. Керемет, Магнус құлақ тәрізді дыбыс шығарады емес. Натан, сен жеңдім деп ойлайсың ба? Сенің технологияң сені жеңілмейтін етеді деп ойлайсың ба? Сен бұл дүние туралы ештеңе білмейсің. Магнус күртесінің қалтасынан қорқынышты белгілермен жабылған қара сүйекті ысқырықты алып, оны қатты үрлейді. Жылжымайтын мүліктің артындағы тауда адамгершілікке жатпайтын айқай естіледі. Жер дірілдей бастады. Тыйым салынған аймақтан шіріктің жағымсыз иісі шығады. Аспанды дүр сілкіндірген сұмдық гүріл артқы қабырға құлап жатыр. Ал бойы 3 метрден асатын. Қара қабыршақпен жабылған, қан қызыл көздері бар тіршілік иесі шынжырдан шығып кеткен таң сияқты 4 аяғымен секіріп шығады. Ол өтіп бара жатқан жерде өсімдіктер көрініп, тас құлап жатыр. Сиренаның беті өзгереді. Биоқару. Ха-ха-ха. Мұқият, қараңдаршы. Натан, Магнус күліп тұр. Бұл тиран орденінің ең озық қаруы. Ежелгі биологиялық гендерге негізделген және вирусының әсерінен мутацияға ұшыраған. Ол ауырсынуды сезбейді. Оның күші шексіз және денесі өлімге әкелетінумен қаныққан. Тиран Натанды нысанаға алып, алға ұмтылып, танкты тікелей Натанның бетіне жарып жіберетін тырнақтарын нысанаға алды. Бұл биологиялық қаруды көргенде Натанның бетінде ақыры өрнек пайда болады. Бұл жиіркенішті. Бұл сіздің картаңыз ба? Натан басын шайқайды. Тым ұсқынсыз. Тиранның тырнақтары Натанның мұрнына тиіп кете жаздаған сәтте Натанның оң қолы жоғары көтеріледі. Көздің жауын алатын жарқылда, керемет жарқылда жоқ. Оның қолында пышақ пайда болды. Шам қылыш емес. Бұл жоғары жиілікті плазмалық пышақ. Шын мәнінде ас үй пышағы, жұмсақ ысқырық. Натанның қолы нәзік доғаны сипаттайды. Дәл осы сәтте уақыт қатып қалғандай болады. Тиранның үлкен денесі Натанның басынан ұшып өтіп, оның артындағы жерге құлап түседі. Жарылыс болған жоқ, қан жоқ. Натальяның жаратылысының қызыл сызығы шашындай жұқа. 1 секундтан кейін оқтың жоғарғы жартысы өтпейтін, қол сұғылмайтын деп аталады. Тілік шыны тәрізді тегіс. Тіпті жоғары температурада лезде басылған ішкі ағзалардың көлденең қимасы да көрінеді. Бір тамшы қан емес, лезде өлтіру, нағыз лезде өлтіру. Магнустың ессіз күлкісі есінен танып қалады. Оның аузы кең, жұдырығын салуға болады. Ол жерде дірілдеп тұрған екі жартыға қарап, оның бүкіл шындығы құлап жатыр. Бұл тапсырыс бойынша жасалған $1 миллиард құбыжық, зымыранның тікелей соққысына төтеп бере алатын және тофудың бір бөлігінде кесілген жаратылыс еді. Натан пышақты алып тастап, қандай да бір жұмысты жаңа ғана бітіргендей, қолын сілкіп тастайды да. Әбден шаршаған Магнусқа жақындайды. Ол патриархтың билігінің символы, Айдаһардың басы бар таяқты лақтырып жібереді. Басқа бірдеңе бар ма? Натан еңкейіп, Магнустың үрейге толы бұлттанған көздеріне қарайды. Егер олай болмаса, есеп айырысудың уақыты келді. Бірнеше жыл бұрын Лу отбасы Ву отбасымен бірігіп, әкемді құртты. Сен оны өлтіріп, И әулетінің империясын қолыңа жинадың. Біз онымен қалай күресеміз? Сен маған жаңа ғана зымыран ұшырдың. Олар мені өлтіріп, іздерімді жабуға тырысты. Біз онымен қалай күресеміз? Магнус дірілдеп, ерні дірілдеп тұр. Мен жылаймын. Лу отбасында бар соңғы центтің бәрі сенікі. Жүздеген миллиардтар сенікі. Тек мені тірі қалдыр. Ақша. Натан күледі. Қария, сен ұмытып кеткен сияқтысың. Ақша менде ешқашан артық болмайтын нәрсе. Натан бойын түзеп, аспанға қарайды. Аспанда қалықтаған Skyfall кенеттен үлкен голографиялық экранды төмен түсіреді. Онда мұқият зерттелген дәлелдері бар құжаттар бірінен соң бірі пайда болады. Лу отбасы мемлекеттік құпияларды, ұрланған активтер туралы қаржылық есептерді, бизнестегі бәсекелестерді өлтіру туралы жазбаларды сатты. Тіпті Магнустың бірнеше минут бұрын заңсыз қару қолдануды бұйырған кадрлары. Сонымен бірге елордадағы барлық сыртқы телефон және компьютер экрандары трансляцияға қосылуға мәжбүр. Және мұның бәрі тікелей эфирде көрсетіледі. Қала жарылып жатыр. Бүкіл ел дірілдеп тұр. Жоқ, тоқта. Магнус экранға толығымен жаншылып қарап тұр. Бұл Лю отбасының беделін мәңгілікке жояды. Оны мәңгілікке таңбалайды. Бұл өлімнен де жаман. Денені құрту үшін, бірақ оның атын өшіру үшін. Натан, абайсызда, Магнус, мен сенің 100 жылдық асыл мұраңның халық менсінбеуінің астында ыдырап жатқанын көруге мәжбүрлеймін, дейді. Осы кезде алыстан сиреналардың дауысы естіледі. Бұл жолы, бұл Лю отбасының күзеті емес. Бұйрық ең жоғарғы жағынан келді. Толық қаруланған арнайы жасақпен әскери полиция жасағы. Магнус, сені мемлекетке опасыздық жасады және адамзатқа қарсы қылмыстар жасады деп айыптап жатыр. Сен қамауға алдың. Магнустың білегіне суық кісен ілініп тұр. Жарты ғасыр билік еткен бұл титан ақыры мақтаншақ басын иіп тұр. Брондалған көлікке тиелгенде ол соңғы рет қарау үшін бұрылады. Натан Магнустың үлкен емен креслосында жоғарғы билік тағында отыр. Оның қолында сирена бар. Екінші қолында Айдаһардың басын ұстап, оның құрметіне тост көтереді. Жеңімпаздың позасы жаңа патшаның таққа отыруы. Людің отбасы құлады. Толығымен Лю отбасының барлық негізгі мүшелері тұтқындалып, олардың қорғаушылары жойылды. Елордадағы бүкіл билік құрылымы бір түнде қайта құрылады. Ал Натанның есімі ешкімнің айтуға батылы жетпейтін есімге айналады. Түннің бір уағында Лу Манор Натанның уақытша резиденциясына айналғанда, ол таудың арғы жағындағы жартастың шетінде тұрып, төмендегі жарқыраған астанаға қарап тұр. Сирена пальтосын иығына лақтырып жатыр. Сен не туралы ойлайсың? Сенің кек алуың орындалды. Сен шынымен бақытсызсың ба? Натан басын шайқап, оның қолынан ұстайды. Лу отбасы жойылды.
бірақ ол әлі аяқталған жоқ. Әлгі құбыжық, әлгі тиран, бұйрықтың ісі. Міне, тағы бір нәрсе. Натан Магнустан алған қара сүйек ысқырығын алып, оның көзқарасы байсалды болып қалады. Бұл ысқырық жердегі материалдардан жасалмаған. Ол басқа өлшемдегі қандай да бір тіршілік иесінің сүйегінен ойылған. Оның энергетикалық қолтаңбасы бар. Оны тіпті жүйе толық талдай алмайды. Жүйе маған жаңа ғана ескертті. Жердің координаттары ашылған болуы мүмкін. Сиренаның тынысы тарылып жатыр. Кімге ашылды? Натан жұлдыздардың кең теңізіне қарап тұр. Нағыз жыртқыштардың алдында. Дәл осы сәтте Натанның басында дабыл қағылады. Ол алдыңғыларға қарағанда күштірек. Назар аударыңыз. Әлемдер арасындағы тосқауылдың тұтастығын бұзу анықталды. Тұңғиық энергиясының енуі расталды. Координаттары Тынық мұхитының орталығы. Мақсат әлемнің егеменді өзегін басып алу. Натанның қарашықтарындағы деректердің алтын ағындары ретсіз болып жатыр. Ол терең демалып, жұдырығына сүйек ысқырығын қысады. Бізде демалуға уақыт жоқ. Сирена Телдрагон біріншіден, көлеңкелі легион толық жұмылдыру туралы хабарлайды. Skyfall'тың барлық қару-жарағын іске қосыңыз. Біз Тынық мұхитына барамыз. Кейбір қонақтар өте ұзақ жолдан өтті. Мен барып, оларды лайықты қарсы алуым керек. Тынық мұхитының орталығы Немо мүйісі, жер бетіндегі мұхиттың ең шалғай бөлігі, ғарыш кемесі зираты деп аталады. Бірақ бүгінде бұл өлім теңізі деп аталатын жер тозақ отындай қайнап жатыр. Бізден 60 000 фут биіктікте бұлт қабатында оптикалық көрінбеу режимінде жұмыс істейтін қара түсті Skyfall қалқып тұр. Кабинада Натан голографиялық дисплейдің алдында тұрып, төмендегі мұхитқа қарап тұр. Оның қасында нанаға сай жауынгерлік костюм киген Сирена тұр. Ол Натанның барлық кереметтерінің куәсі болғаннан кейін де дәл қазір голографиялық экрандағы деректер оның басын тырнап жатыр. Не болды? Бұл не? Бұл бүкіл қала ма? Сирена жылу белгілерінің тығыз жиналуын көрсетеді. Экранда 3000 метр тереңдікте Немо мүйісінің астында мұхит түбінің үстінде қорқынышты жасыл шаммен жарқыраған алып пирамидалық құрылымның көтеріліп жатқанын көруге болады. Оның ауқымы Ривер Ситиден асып түседі. Сансыз сүңгуір қайықтар мен су астындағы роботтар оның айналасында жұмысшы құмырсқалар сияқты үйіліп жатыр. Бұл орденнің нағыз штаб-пәтері, батыстың құпия ұйымы Атлантида бекінісі. Олар өздерін жерге терең көміп тастады. Натан үлкен пирамиданы зерттеп жатыр. Оның көздері жарқырап тұр. Жүйелік талдау көрсеткендей, базаның энергетикалық ядросы көп өлшемді кеңістіктік резонанстың бір түрін жасайды. Олар бірдеңе тудырады. Бұл нақты не? Тиран тек бақылаушы болды. Бұл жолы олар иттің иесін шақырып жатыр. Дәл осы сәтте нейрондық байланыс арқылы бірінші айдаһардың дауысы шығады. Бастық, олар бізді байқады. Теңіздегі жер үсті қорғанысы күшейе түсті. Оның аяқтауға уақыты жоқ. Бір кездері тыныш мұхит беті қатты көтеріліп жатыр. Су бөлініп жатыр. Әрқайсысының ені 30 футтан асатын 12 үлкен металл бағаналары теңізден көтеріліп, аспанды тесіп өтеді. Жоғары энергиялы бөлшектерден тұратын, көздің жауын алатын жарық, сәулелері өтпейтін өлім торына оралып, бұлттардың арасында жасырылған аспан сарқырамасын лезде басып алады. Назар аударыңыз. Жоғары энергиялы соққы анықталды. Энергияның баламасы ядролық класс болып табылады. Кемеде балмұздақ бар. Ақыры, сіз өзіңізді көрсетесіз. Натанның ерні қатты күлкіге бөлінді. Егер олар жұлдызды соғыстар ойынын ойнағысы келсе, мен оларға басқа өлшемдегі нағыз соққының қандай болатынын көрсетемін. Бұл жүйе планеталық, орбиталық зеңбіректі іске қосыңыз. Құдайдың көзі. Бұл бір реттік сынақ. Қаражат есептен шығарылды. Аспан класындағы қарулар орнында. Натан қолын көтеріп, төмендегі мұхитқа ақырын басады. Құдай жарық болсын деді. Осы жерден 20 000 миль қашықтықта орбитада ауа райы спутнигінің атын жамылған үлкен вольфрам кинетикалық қару платформасы бағытын өзгертеді. Ұзындығы 20 фут, тығыздығы жоғары. Көп тонналық вольфрам таяқшасы электромагниттік рельстен дыбыс жылдамдығынан 20 есе жоғары жылдамдықпен көтеріліп, жерге қарай асығады. Атмосфера ыдырап жатыр. Петрини таяқшасы қатты қызып, батып бара жатқан күнге айналады. Бірнеше секундтан кейін Тынық мұхитының бетінде әлі күнге дейін өлімге әкелетін сәулелерді шашып жатқан 12 баған. Сондай ақ барлық бағытта 10 шақырым мұхит аспаннан құлаған сәулені жою бағанасының әсерінен лезде буланып кетеді. Баяу соққы толқыны құлақ қалқанын 100 миль қашықтықта бұзады. 300 футтық цунами барлық бағытта сыртқа атқылап жатыр. Және бұл терең теңіздегі Атлантис бекінісінің энергетикалық қалқаны дауыл кезінде сөніп бара жатқан шам сияқты соққылардың астында қатты жыбырлықтайды. Бекіністің ішінде кеңестің негізгі залы орналасқан. Бұл зал өте үлкен. Оның қабырғаларында ежелгі құдайлардың сөзбен айтып жеткізгісіз тотемдері ойылған. Дөңгелек үстелдің айналасында қызыл киім мен алтын бетперде киген 12 фигура отыр. Олар орденнің ең жоғары органы, 12 ақиқат. Дәл қазір әдетте жаһандық қаржының, соғыстардың және індеттердің жіптерін тартып алатын. Бұл қуыршақтар төбелерінің құлап жатқанын бақылап отыр. Олар бұрын соңды білмеген дүрбелеңге толы. Бұл құдайдың таяғы деп айқайлайды ақсақалдардың бірі. Бұл тек теорияда ғана бар қару. Натан оны қайдан алған болуы мүмкін? Ол жоғары өркениеттің бақылаушысы ма? Біз рәсімді тездетуіміз керек. Үстелдің басында отырған үлкен ақсақал тістерін қайрайды. Бетперде астында бетінің жартысы шіріп жатыр. Оның үстінде қара шатырлар желбіреп тұр. Тұңғиық иесін шақыру арқылы ғана біз аман қала аламыз. Ол үшін бүкіл планетаны құрбан ету керек болса да, біз өлмейтіндігімізді сақтауымыз керек. Құрбандықты баста. Барлық 12 ақсақал бір уақытта тамырларын кесіп тастайды. Ал қан үстелдің ортасындағы қара шұңқырға тамшылайды. Қан құйылған сайын шұңқыр тезірек және жылдам айналады. Жиіркенішті зұлым энергияның толқыны сыртқа шығып, бекініс қабырғаларын бұзып, жер бетіне шығады. Мұхиттың үстінде Нейтан мұрнын мыжып тұр. Бұл жиіркенішті. Ол мұны сезеді. Түбінде өте зұлым нәрсе оянады, және бұл энергия жерге тиесілі емес. Ол айналасындағылардың бәрін жалмап кететін аштықты алып жүреді. Сирена, кемеде қал. Барлық қалқандарды іске қосыңыз. Нейтан Сиренаға қарай бұрылады. Келесі жекпе-жек қиындыққа айналуы мүмкін. Сен сонда барасың. Сирена оның қолынан ұстап тұр. Бұл өте қауіпті. Ол су астында 10 000 фут тереңдікте жатыр. Нейтан оның маңдайынан ақырын сүйеді. Демалыңыз, менде терең теңіз сауыттары бар. Ол люкке жақындап, секрет. Жүйе Посейдонның жауынгерлік сауыттарын іске қосыңыз. Жабдық орналастырылды. Көздің ортасында көгілдір нанометалдың сансыз ағындары Нейтанның денесін орап, тегіс қою көк сауытқа айналады. Оның қолында тридент пайда болады. Оның арқасындағы иондық itергіштер бозғылт көк сәулемен жыпылықтайды. Натан торпедамен қайнап жатқан теңізге қарай бет алды. Ол суға тиген сәтте мұхит оның алдынан клан сияқты бөлініп шығады. Натан дыбыстан жылдам торпедаға қарағанда су бағанынан жылдамырақ өтіп бара жатыр. Оның алдында үлкен бекініс пирамидасы пайда болып, оның айналасында ондаған мың биоқұрылғылар үйіліп жатыр. Гильдия тирандары, жартылай механикаландырылған мегалодондар, тіпті адам тәрізді 8 аяқтарда үйір сияқты оған қарай асығады. Қоқыс.
Натан тридентті сермеп жатыр. Жоғары бийлік, абсолютті нөл. Натанның айналасындағы мұхит барлық бағытта 1000 метрге қатып қалады. Сансыз шабуылдаушы тіршілік иелері сол жерде қатып қалады. Тіпті аузын ашып үлгермей, тірілерге ұқсайтын мұз мүсіндеріне айналады. Натан жылдамдығын бәсеңдетпейді. Ол мұз мүсіндерін жарып өтіп, метеор сияқты бекіністің энергетикалық қалқанына соғылады. Үш бұрыштың ұшы көздің жауын алатын алтын сәулемен жарқырайды. Антиматерияның жойылу энергиясы өтпейтін болып көрінетін қалқан сабын көпіршігіндей жарылып кетеді. Натан инерциямен тікелей сыртқы қабырғаға ұшып, кеңес залына кіріп кетеді. Шаң басылды. Натан қоқыс астынан қолында тридентпен шығады. 12 ақсақал рәсімді бұзып, қатты соққыдан жерге құлады. Олардың барлығы шаң мен қоқыспен жабылған. Өтінемін, жалғастырыңыз. Натан ұлы ақсақалдың алтын маскасын басып, оны сындырып, гротескілік, адамгершілікке жатпайтын бетін көрсетеді. Неге сиқырлауды қойдың? Сөздерді ұмыт. Ұлы ақсақал Натанға үреймен қарайды. Оның денесінен қара шатырлар жарылып жатыр. Натан бір қимылмен үлкен ақсақалды үш бұрышпен шаншып, еденге шегелеп тастайды. Триденттің үстінен алтын энергия ағып жатыр. Шатырлар сықырлап шаңға айналады. Өлуге асықпа. Натан қалған 11 ақсақалға қарап тұр. Айтшы, тұңғиық деген не? Неге қасқырды үйге кіргіздің? Тым кеш. Ақсақалдардың бірі үстелдің ортасындағы қара құйынды нұсқап, истерикалық күлкіге ашуланады. Қақпа ашық. Қожайыным бұл жерге көзін бұрды. Бәрің өлесіңдер. Бәрің жаратқан иенің отынына айналасыңдар. Ол сөзін аяқтамай тұрып, қара құйын күрт кеңейіп, бүкіл үстелді жұтып қояды. Содан кейін бекіністің төбесін тесіп, оны шайқайтын қара жарықтың биік бағанасына айналады. Ол аспанға асығады. Дірілдеген діріл жиналғандардың барлығына өзегіне дейін жетеді. Натан басын төмен түсіреді. Қара бағанадан ақырындап, көздері бар үлкен, қабыршақты қол шығады. Қол өте үлкен. Оның бір саусағының ұзындығы 300 футтан асады. Содан кейін жасыл қышқыл тамшылап тұрған ауыздарымен жабылған, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес беті бар алып, бас сүйек пайда болады. Бәрінен де жүйелік ескертулер Натанның бүкіл көру өрісін қызылға толтырады. Үшінші деңгейдегі өркениет. Натан терең тыныс алады. Қазір қызық болып барады. Жаратылыс толық пайда болған жоқ. Тек жоғарғы жартысы ғана пайда болды. Бірақ ол бүкіл су астындағы үңгірді толтырып үлгерді. Оның сансыз қырлы көздері Натанға қарап, тікелей әсер ететін дыбыс шығарады. Жүйе иесі табылды. Дауысы оның басында жорғалап жүрген миллиард жәндікке ұқсайды. Бұл кез келген адамды есінен айыруға жеткілікті. Мені іздеп жүрсің бе? Натан қасын көтереді. Не болды? Менің несие картасы бойынша қарызымды мұра еткің келе ме? Бас тартасың ба? Бұлақтың тұқымын алдың ба? Әлде жойылу керек пе? Бір жаратылыс ақырады. Оның алып, қолы Натанға қарай созылып жатыр. Бұл ұстағыштың өзі кеңістіктің өзін шынжырмен байлауға қабілетті. Одан жалтару мүмкін емес. Натан айналасындағы кеңістіктің қатып қалғанын сезеді. Оның денесі қозғала алмайды. Демек, бұл үшінші деңгейдегі өркениеттің күші. Ол негізгі заңдар деңгейінде әрекет етеді. Натан, сақ бол. Сиренаның үрейлі айқайы коммуникатордағы кедергілерді бұзады. Үрейленбе. Натан көзін жұмып, терең дем алады. Жүйе, мен алдау кодын сатып алғым келеді. Өтінемін. Ойыншы, мен осы дүниенің мүлкін сатып алғым келеді. Жүйе Натанның батылдығына таң қалғандай бір секундқа үнсіз қалады. Жауап, жер шарының толық меншігіне сатып алу үшін 1 квадриллион өте бай көзілдірік қажет. Ойыншының қазіргі балансы жеткіліксіз. Мен жер сатып алғым келеді деп кім айтты? Натан кенет көзін ашады. Оның көзіндегі алтынның орнын ретсіз сұр құйын басты. Мен оқиғаға арналған сауыт сатып алғым келеді. Дәл осы сәтте жүйе ойыншының ниетін танып, әлем баласы арнайы затын іске қосты. Абсолютті келісім, шарт, жарамдылық, мерзімі 10 секунд. Бағасы барлық қалған активтерді толығымен жою. Мен растаймын. Барлық активтер нөлге қайтарылады. Жүздеген, миллиард, триллиондаған. Натан 1 секундқа да тартынбайды. Мұны істе. Ақшаны қайтадан табуға болады. Егер мен өлсем, немесе бұл планета жарылып кетсе, ойын шынымен аяқталады. Транзакция аяқталды. Ойыншының балансы 0. Әлемнің баласы режимі іске қосылды. Келесі 10 секунд ішінде сіз осы ғаламның әкесісіз. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес абсолютті күш Натанды толтырады. Оның айналасындағы қатып қалған кеңістік шыны сияқты дірілдеп бұзылады. Натан қозғалады. Ол алып қолдан қашпайды. Ол дәл оған қарай жүгіреді. Тридент оның қолынан жоғалып кетеді. Оның орнына кәдімгі көрінетін таба пайда болады. Дұрыс. Бұл жүйенің сәттілік бонусы. Оны алыңыз. Натан ырылдап, табаны тұңғиық иесінің саусағына тигізеді. Металдың металға соғылған әдемі дыбысы естіледі. Мүмкін емес нәрсе болып жатыр. Тұңғиық әміршісі, планеталарды жоюға қабілетті тіршілік иесі, үшінші деңгейлі өркениет деп аталатын өркениеттің өкілі, жаңа ғана қуырғыш табан алды. Құбыжық, абыржу мен азапқа толы гүріл шығарады. Ол ештеңе түсінбейді. Бұл мағынасыз. Әлі біткен жоқ. Натан жыпылықтап, бірден аңның үлкен көзінің алдында тұр. Бұл сіз аң аулаған әрбір өркениет үшін алып, қырлы көз жарылып кетеді. Жасыл сұйықтық жан-жаққа шашырап жатыр. Бұл сенің өте ұсқынсыз болғаның үшін. Сен менің сиренамды қорқыттың. бір көз жарылып кетті. Бұл сен мені құртқаның үшін. Натан, ең жақсы сәттердің жеделдетілген кесіндісі сияқты. Оның қолындағы таба сансыз қалдық кескіндерді қалдырып, бірнеше секунд ішінде үлкен бетке мыңдаған соққылар жасайды. Әрбір соққының маңызды зақым келтіретініне, таң қалдыратынына және сауыт саймандарды тесіп өтетініне кепілдік беріледі. Тұңғиықтың әміршісі мүлде абдырап қалды. Ол тіпті ғасырлар бойы қорқыныш сезінбеген нәрсені бастан кешіреді. Бұл адам басқалар сияқты емес. Оның күші табиғат заңдарынан жоғары. Бұл себеп салдарлыққа соққы. Келген жеріңе кет. Соңғы сәтте Натан ауаға жоғары секіріп, бар күшін соңғы соққыға салып,
құбыжықтың табасын маңдайына дәл тигізді. Кет бұл жерден. Тұңғиық лордның орасан зор денесі бір соққыдан кейін Қарақұйынға қайта ұшып кетеді. Мен қайтемін. Құбыжық қатты айғайлайды, бірақ оның денесі тоқтаусыз тұңғиыққа құлап түседі. Құйын жабылмай тұрып, Натан кеңістікті күйреуге арналған фолганы жүйелік дүкеннен сатып алынған жеңіл нұсқасын шығарады. Бұл ақымақ беті сызылған кішкене қағаз парағы. Міне, сенімен қоштасуға. Сен үйге қайтып бара жатқанда көңіліңді көтересің. Натан абайсызда қағазды құйынға лақтырып жібереді. Сау бол. Құйын кенет жиырылып қалады. Фолганың әсерінен кеңістік жиырылып, тегістеле бастайды. Ал тұңғиыққа апаратын қақпа әп-сәтте кескіндемеге, бос жерде қалқып тұрған жалпақ кенепке айналады. Оның үстінде құбыжықтың үрейлі жүзі қатып қалды. Бәрі қатып қалады. Жоспардың баласы режимі аяқталды. Ойыншыны құттықтаймыз. Құдай өлтіруші жетістігінің құлпы ашылды. Ағымдағы теңгерім 0. Натан теңіз түбіндегі бос қирандыларда қалқып жүр. Оның айналасы қоқыстармен және ақсақалдардың 12-ден кесілген денесімен қоршалған. Ол қалтасынан қағып жатыр. Шынында да бір тиын да қалмады. Ол тіпті Ривер Ситиге такси де ала алмайды. Импульсивтілік нағыз шайтан. Натан күрсініп тұр. Осы кезде оған су астындағы көлік жүзіп келеді. Бұл Сирена. Ол Skyfalls құтқару капсуласын басқарады және оны алу үшін төмен түседі. Люк ашылады. Сирена капсуладан еш ойланбастан шығып, Натанды құшақтайды. Біз жеңдік. Біз жеңдік. Иә, біз жеңдік. Натан ашы жымиды. Бірақ Сирена, менде жаман жаңалық бар. Не болды? Сирена оған үреймен қарайды. Мен банкротпын. Менің ақшам мүлде жоқ. Мен нағыз қайыршымын. Сирена жыбылықтайды. Содан кейін күлкіге ашуланады. Ол Натанның бетін алақанына алып, су астында сүйеді. Жарайды. Сен маған бұрын қамқор болғансың. Енді менің кезегім. Сен ұмыттың ба? Мен Ву корпорациясы, Шен Групп және Атлантикалық одақ банкінің төрағасымын. Натан да күледі. Мен өмір бойы әйелімнің мойнына отыруға тура келетін сияқтымын. Олар жер бетіне шығып, қатты сағынған күн сәулесін көреді. Тынық мұхиты қайтадан тыныш, бірақ Нотан мұның уақытша тыныштық екенін біледі. Тұңғиық лордының қоштасу сөздері мен жүйенің шығу тегі туралы анықтамалары әлдеқайда көп нәрсені көрсетеді. Бұл жүйе шын мәнінде қандай? Неліктен жоғары тіршілік иелері ол үшін күреседі? Табылды. Ойыншы екінші кезеңді аяқтады. Барлық жауынгерлік тапсырмалар орындалды. Соңғы миссия іске қосылды. Жүйе іске қосылды. Ойыншы, Кун Лун тауларындағы өлім алқабына барыңыз. Онда сіз бұрынғы жүйе ойнатқышының қалдықтарын таба аласыз. Нейтан виртуалды панельге мұқият қарап, көзін қысып тұр. Бұл алдыңғы ойыншының қалдықтары. Демек, бұл оқиға нөлден кейіпкерге дейінгі қарапайым оқиғамен аяқталмайды. Бұл 10 000 жылға созылатын жоспар. Сирена, үйге бар. Дайындалайық. Натан алыстағы көкжиекке қарап тұр. Соңғы тараудың уақыты келді. Болып жатқан барлық нәрселердің астарындағы шындықты ашатын кез келді. Өлім алқабы, тозақ қақпасы деп аталатын Кун Лун таулары. Мұнда жыл бойы найзағай ойнайды. Күшті магниттік бұрмаланулар. Мұнда ғасырлар бойы сансыз шопандар мен зерттеушілер қырылып келеді. Сүйектер ешқашан табылған жоқ. Бірақ бүгінде бұл жерде күн күркіреуі бұрынғыдан да қатты соғып тұр. Күлгін найзағайдың жарқылы аспанды жарып, қарлы алқап түбіне соқты. Қара түсті Skyfall әскери кемесі танкты буландыратын найзағайды байқамайды. Алқаптың қақ ортасындағы жылжымалы болат бекініс сияқты төмен түсіп, люк ашылады. Мұздай салқын жел жылайды. Натан сыртқа шығады. Ол Сиренаның қолын ұстайды. Жауынгерлік сауыт жоғалып кетті. Оның үстінде қарапайым қара жел қорғағыштан басқа ештеңе жоқ. Бірақ оның көздері Кунлунның мәңгілік мұзынан да тереңірек. Бұл шынымен соңы ма? Сирена малдың шашылған сүйектеріне қарап қалтырап тұр. Осымен бітті. Және бұл тек бастамасы. Нейтан қолындағы жүйелік радарды тексеріп жатыр. Бастапқы тұқымды білдіретін нүкте экранда қызылға дейін қызады. Ол олардың аяғының астында орналасқан. Қазып алайық. Иә, сер. Қазірдің өзінде күту режимінде тұрған көлеңкелі легион екі үлкен лазерлік бұрғылау қондырғысын орналастырып, аңғар түбіндегі алып қара тасты құлата бастады. Тас қатты ыстықтан еріген кезде таңға жайып жұмбақ ашылады. Бұл мүлде тас емес. Бұл сансыз мыңжылдықтар бойы жер астында жатқан ежелгі айбынды қола жұлдызды кеме. Оның дизайны архаикалық, бірақ сонымен бірге керемет және бетінде күрделі. Көне найзағай бұлттарының өрнектері ойып жазылған. Кеменің тұмсығы қаһарлы айдаһардың басы түрінде жасалған. Ғасырлар бойы эрозияға ұшырағанына қарамастан, ол әлі күнге дейін тұншықтыратын империялық аураны шығарады. Бұл стиль Цин әулетіне тән. Мүмкін бірінші император туралы аңыздар жай ғана аңыздар емес. Натан терең дем алып, Сиренаны саңлауға сүйреп апарады. Бірінші императордың командалық кемесіне қош келдіңіз. Ішінде олар күткендей қараңғы емес. Натан негізгі басқару мұнарасына кірген бойда сансыз мәңгілік шамдар жанады. Бұл шын мәнінде термоядролық отынмен жұмыс істейтін суық жарық шамдары. Залдың ортасында қара алтыннан соғылған тақ тұр. Тақта қара айдаһардың шапанын киген қаңқа отыр. Тіпті қаңқа тәрізді болса да, ол әлі күнге дейін қолын қылыштың сабында ұстап, аспанға қарап тұрады. Бәрін бағындырған үстемдік пен амбицияның аурасы 2000 жылдық белесті бағындырады және әлі де тізе бүгуге деген құштарлықты оятады. Қаңқаның алдында жұмсақ ақ сәуле шашатын кристалл қалқып тұр. Бұлақ тұқымы, жүйе. Бұл сіздің бұрынғы ойыншыңыз болды ма? Иә, жүйенің салқын, механикалық дауысында адамның қайғысы алғаш рет естіледі. Алдыңғы ойыншы Инчан, код атауы Dragon Prime. Жүйенің 1.5 нұсқасы өркениеттер соғысы. Өлімнің себебі тұңғиық шапқыншылығының бірінші толқынын тойтару үшін ол барлық жүйелік ұпайларды жұмсап, өз ұпайларын сарқып алды. Өміршеңдік және 9 провинциялық тосқауылды іске қосты. Сондай-ақ орбиталық қорғаныс желісі ұлы қорған ретінде белгілі. Ол әбден шаршағандықтан қайтыс болды. Натан құрметпен үнсіз қатып қалады. Сондықтан ұлы қорған солтүстіктегі басқыншыларды тежеу үшін ғана салынған жоқ. Ол жоғарыдан аңшылардан қорғану үшін тұрғызылған. Осы кезде шыққан тұқым дірілдей бастайды. Қаңқадан голографиялық кескін пайда болады. Бұл орта жастағы ер адам. Бұл жай ғана проекция болса да, оның көзқарасы уақыттың өзінен өтіп бара жатқан сияқты. Салтанатты, әміршіл дауысы залда жаңғырып, ежелгі күшті естиді. Сіз бұл хабарды көрген кезде мен кетемін. Мен 6 патшалықты біріктірдім. Мен жазуды стандарттадым. Мен жолдарды біріктірдім. Мен бұл жерге мәңгілік тыныштық әкелетініме сендім. Бірақ біздің аспанымыздың сыртында басқа аспандар болды. Бұл ашкөз жыртқыштар, тұңғиық, жердің координаттарына қол жеткізгісі келді. Мен мемлекеттің бар күшін 12 титанды алып, жауынгерлік техниканы және ұлы қабырғаның рельсті зеңбіректерін жасауға жұмсадым. Мен оларды артқа тастадым. Бірақ олардың қайтып келетінін білдім. Мен ата-бабамның тұқымын қалдырдым. Бұл менің аяқталмаған амбицияларым
мен соңғы мұрамды қамтиды. Егер сен жүрегіңде тыныштықты сақтайтын адам болсаң, оған қосыл. Менің орнымда осы әдемі жерді қорға. Сурет жоғалып барады. Натан ұзақ уақыт үнсіз қалады. Содан кейін ол бір қадам алға басып, қолын созып, шыққан тұқымын қысады. Натанның көзінде қайсарлық жанып тұр. Сен аяқтай алмаған соғысты мен аяқтаймын. Сен жұмсай алмаған ақшаны мен жұмсаймын. Шыққан тұқым Натанның алақанында ериді. Оның санасына ақпарат легі төгілді. Инженнің естеліктері, ежелгі технологияның сызбалары, жер планетасының бүкіл қорғаныс жүйесі, шығу тұқымымен бірігу аяқталды. Өте бай жүйенің соңғы түрі іске қосылды. Жердің әкімші режимі. Құттықтаймыз. Ойыншы, сізге бір есептік жазба мұраға қалды. Ағымдағы теңгерім сандық түрде есептелмейді. Өйткені сіз мұраға қалдырған нәрсе империяның байлығы 5000 жылдық тарихы мен тағдыры. Натан өзінің бастапқы тұқымымен араласқан сәтте сыртқы әлем хаосқа батып кетті. Кунунтың үстіндегі аспан құлап жатыр. Бұрынғыдай кішкентай жарықтар емес, бүкіл аспан қан қызылға айналады. Сансыз үлкен қара әскери кемелер, шегірткелер үйірінде кеңістіктегі жарықтар арқылы ұшып өтеді. Бұл тұңғиық өркениетінің негізгі жауынгерлік флоты. Олар ақырында жердің координаттарын бекітіп, толық ауқымды шапқыншылықты бастады. Назар аударыңыз. Планетаны жойып жіберетін соққы табылды. Жау кемелерінің саны 100 000. Жердің жойылуына дейінгі болжамды уақыт 10 минутты құрайды. Сирена білегіндегі дабылға қарап, беті әппақ болып кетті. Натан, біз оларды бұл жолы шынымен ұстай аламыз ба? Бұл 100 000 ғарыш кемесі. Натан ақырын көзін ашады. Оның қарашықтары әбден алтынға айналды. Бұл әкімшінің беделі. Ол әлі де нөлдік деңгейде тұрған жеке кабинетіне көз жүгіртеді. Содан кейін жүйе тақтасындағы алтынмен жарқыраған ескі есептік жазбаға қарайды. Және айдаһар эмблемасына. Натан жымиды. Бұл абсолютті, мызғымас сенімділіктің күлкісі. Неге күту керек? Ата-бабаларым маған мұра қалдырды. Демек, олар менің бар күшімді салғанымды қалайды. Натан Сиренаның қолынан ұстап, ежелгі кемеден шығады. Өлім алқабының ең биік нүктесінде тұрып, аспандағы қараңғыланған бөтен армадаға қарап, қолын көтеріп, саусағын шертеді. Аспанға бет бұр. Мен сатып алғым келетін жүйе. Жүр, ойыншы. Мен оқиғаның осы тарауын сатып алғым келеді. 12 титанды оятыңыз. Ұлы Қытай қорғанының тақ рельсті жүйесін оятыңыз. Миллион адамнан тұратын елес легионды оятыңыз. Төлем әдісі. Империяның 5000 жылдық ұлттық байлығы. Төлем расталды. Енді сен оянасың. Келесі секундта бүкіл жер жарылып кетеді. Сиан маңындағы бірінші императордың қабірінің жанында жер қатты шайқалады. Қабір қорғаны жарылып жатыр. Бұл саздан жасалған мүсіндер емес. 10 мыңдаған терракоталық жауынгерлердің саз қабықтары жарылып, құлап, астындағы жылтыр нанометалдық денелерді көрсетеді. Олардың көздері қызыл болып жанып тұр. Қолаларындағы қолақылыштар плазмамен зарядталған жүзге айналады. Миллиондаған машина жауынгерлері биікке ұмтылған кезде саңырау айқай аспанды дүр сілкіндіреді. Сонымен бірге Синанның батысында әрқайсысының биіктігі жарты мильден асатын 12 алып фигура жерден атқылап жатыр. Олардың әрқайсысы ядролық реактормен салыстыруға болатын энергияны сәулелендіреді. Үлкен балталармен және алибарттармен қаруланған, олар қайта тірілген ежелгі соғыс құдайлары сияқты көтеріледі. Бірақ ең таңғаларлық көрініс Ұлы Қытай қорғаны. Мыңдаған шақырымға созылған бұл көне құрылым қазір жарқыраған алтын сәулемен жарқырап тұр. Кірпіштер қирап, астында 2000 жыл бойы жасырылған асқын өткізгіш рельсті зеңбірек кешенін ашты. Бұл не? Аспанда тұңғиық флотының командирі төменде кенеттен өмірге келген планетаға қарап, қолдары қорқыныштан қатып қалды. Саған менің дүние мүлкіме төмен қарауға кім рұқсат берді? Натанның Origin Seed көмегімен күшейтілген дауысы бүкіл жер шарын дүр сілкіндіріп, әрбір келімсектің санасында жарылып жатыр. Бір қол бұлғағанда Ұлы Қытай қорғаны орасан зор алтын айдаһарға айналады. Сансыз антиматериялық сәулелер аспанға көтеріліп, бөтен әскери кемелердің бірінші толқынын әп сәтте буға айналдырады. 12 титан бұлтқа қалықтайды. Олардың титаникалық қарулары әр соққан сайын 1 мильдік аналық кемелерді кесіп өтеді. Миллиондаған елес легион шабандоздары жау шебіне қара толқын сияқты соғылып, қатыгез отырғызу шабуылын бастады. Бұл ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан қырғын. Бұл жердің жыртқыштарға қарсы бағытталған ең ашулы гүрілі. Натан Кунунның басында тұрып, осы керемет көріністі тамашалайды. Сирена қандай әдемі. Сирена өзегіне дейін дірілдеп, бір ауыз сөз айта алмайды. Оның көзінен жас ағып жатыр. Әдемі. Бұл ең көп. Бұл бәрі емес. Натан аспандағы ең үлкен кемеге, тұңғиықтың аналық кемесіне қарап тұр. Егер мен бар күшімді салғым келсе, қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Натан соңғы сатып алуды жасайды. Мен жердің көтерілуіне ие болғым келеді. Бұл планетаны өркениет 4-ке дейін көтеру. Төлем расталды. Қалған барлық ұлттық байлығы жұмсалады. Планеталық қозғалтқыш іске қосылады. Кванттық қалқан іске қосылады. Себеп салдарлық қару іске қосылады. Жердің көтерілуі басталады. Жердің өзегінен бүкіл галактиканы жарықтандыруға жеткілікті жарық сәулесі шығады. Бір сәтте тұңғиық флоты күндегі қардай еріп кетеді. Күл де қалмады. Толығымен сүртілді. Планетаның көлемі ұлғаймайды. Бірақ бұл кезде оның энергетикалық деңгейі мүмкін болатын деңгейден асып түседі. Бұдан былай бұл көгілдір планета ғарышта нағыз тыйым салынған аймаққа айналады. 3 айдан кейін тұңғиық шегініп, өркениет қайта жанданды. Әлем ауқымды соғысты бастан өткерсе де, Натанның керемет күш-жігерінің арқасында қалалар жай ғана қалпына келтірілмеді. Олар одан да футуристік болды. Сауда орталығының төбесіндегі аспан бағы бұлттардың арасында қалқып тұрған хрустал сарайға айналды. Үйлену тойы өтетін орын. Сиренада мәңгілік махаббат көйлегі. Натан бұл көйлекті тұңғиықтың аналық кемесінің өзегінен алынған материалдан тігіп, оны терең теңіз інжу маржандарымен безендірді. Оның құндылығын өлшеу мүмкін емес. Ол керемет әдемі. Әкесімен қол ұстасып, ол қызыл кілеммен бірте-бірте ер адамға, соңында Натанға қарай жүреді. Бүгінде ол планетаның танылған қамқоршысы, адамзат өркениетінің қорғаушысы. Бірақ ол әлі күнге дейін кішкентай баладай күлімсіреп, өзіне қарай келе жатқан қалыңдыққа көзін жұмып қарайды. Кенди пойызды ұстап тұрып, қалыңдық көйлегін киіп, артқы жағында қыбырлап жүргені сонша, оның көздері әрең көрінеді. Натан ақсақал шон шапшаң, қуаныштан жарқырайды. Сіз Сиренаны әйел ретінде байлықта және кедейлікте қабылдайсыз ба? Кедейлік деген сөзді естігенде, қонақтар ақ көңіл күлкіге ашуланады. Натанның жеке шотында нөл болуы мүмкін екенін бүкіл әлем біледі. Бірақ ол бүкіл планетаға иелік етеді. Иә, Натан Сиренаның көзіне қарап, мұны шын жүректен айтады. Ал сен, Сирена, Натанды күйеу етіп аласың ба? Иә, ақсақал Чанда Сиренаның қалай жауап
жауап беретінін айтып үлгермей, бүкіл зал күліп жіберді. Олар бір-бірін қатты құшақтап, гүл жапырақшаларының құйынымен және қатты айқаймен қоршап, сүйісіп жатыр. Осы кезде Натанның басынан таныс қоңырау соғылады. Құттықтаймыз, ойыншы. Барлық негізгі миссиялар орындалды. Өте бай жүйенің миссиясы аяқталды. Біз жоюды бастаймыз. Келесі ойыншыны табу, қоштасу сыйлығы. Ойыншы алтын көзді және жақсартылған физикалық қабілеттерін сақтайды. Қош бол. Ойыншы, өз қолыңмен салған осы дүниеде бақыт тапсын. Бірақ атан тоңып қалады. Онымен бірге саудагерден әлем патшасына дейін жеткен жүйе шынымен де жойылып барады. Оған тыныш мұң түседі. Бірақ ол тез өтіп кетеді. Өйткені ол құшағында Сиренаның жылуын сезеді. Кендидің күлгенін естиді және жиналғандардың жүздерінен шынайы қуанышты көреді. Оған енді жүйе қажет емес. Оның қазірдің өзінде әлемдегі ең құнды қазынасы бар. Натан, не болды? Сирена оның ойланып тұрғанын байқап, ақырын сұрайды. Натан есін жиып, бәрінен де жақсы көретін әйеліне қарап, үлкен күлімсіреп, бұлыңғыр болады. Ештеңе жоқ. Олар менің қоймамды тәркілеп алды. Болды. Сирена күліп, құлағына сүйенеді. Оның тынысы жылы әрі жұмсақ. Бәрі жақсы. Бүгін кешке мен сенікімін. Мен компания тапқан 100 миллиардты осы картаға салдым. Пин-код сенің туған күнің. Сирена картаны Нейтонның қолына қояды. Нейтон картаға. Содан кейін оның қызарған әйеліне қарап, кенеттен, бұл өте керемет деп ойлайды. Балақай, балайына барайық. Қайда? Нейтон шексіз жұлдызды аспанға қарап тұр. Мен Марста күннің батуы керемет деп естідім. Біз жерді сатып алғандықтан, Марсты да бір уақытта игерейік. Иә, сен менің ақшамсың. Күн қызып, самал соғып тұр. Нейтан мен Сирена бүкіл әлемнің көз алдында тек өздеріне ғана тиесілі болашаққа бет бұруда. Ал ультрабайлар тарихындағы ең ұлы ойыншы туралы аңыз мәңгі өмір сүреді. Осы жұлдыздардың астында.